на благо революции все средства хороши деген эсселердің ұраны бар мысалы. Біздің Құдай басымызға салған нәрсе осылай құл болып жүру. Иә, ең әуелі 16-шы жылғы жаңағы сүргін болсын, 31-33-тегі ашаршылық болсын. Ар-ұяттың жоқтығының көрінісі да енді олар. Станиславтардың жасап жатқан әрекетін сынап жазады. Біздің әділ деп жүргеніміз қаншалықты әділ? Әділетсіздік мынау деп басқа жаққа басқа болып кетіп қалуы мүмкін мысалы. Қазақ оның үстіне қиянатты ең әуелі бір емес өзіне істеген халық. Бұл жерде әңгіме ақиқатты жатыр. Шындыққа барынша жақындатып жазылған еңбектердің бірі деп бағалауға болады. Сарғазақ романы бұл тарихи роман деп айта аламыз ба? Әлде басқа жанрда ма? Қалай ойлайсыздар? Армысыздар, қадірменді көрермен. Бұл Астар подкаст жобасы YouTube арнасында қазақ тілінде кітап талдайтын аз да болса саз жобалардың бірі. Жобамыздың басты мақсаты қазақ қоғамын кітап оқуға баулу, қоғамда кітап оқу мәдениетін, клубтық мәдениетті қалыптастыру және ұлтымызды оқырман ұлтқа айналдыру үшін титтей болса да өзіміздің үлесімізді қосу. Жалпы Астар подкаст бұл Алқа әдеби мәдени клубының жобасы. Және бүгінгі түсірілімнің демеушісі де өзіміздің алқалықтар. Сондықтан Алқа әдеби мәдени клубына өз алғысымызды білдіреміз. Ал бүгінгі подкасттың қонақтар құрамымен, спикерлер құрамымен таныстырып кетейін. Саят Баймұратұлы ағамыз, тарихшы, Астана халықаралық университеті өнер және гуманитарлық ғылымдар жоғары мектебінің деканы. Нұрболат Кәрбай ағамыз, Астана дәстүрлі зияткерлік курсының жетекшісі, Алқа білім академиясының шешендік өнер курсының жетекшісі, этнопедагог. Және Еңлікгүл Дәулетқызы, Алқа әдеби мәдени клубының жетекшілерінің бірі, журналист. Ал бүгінгі подкастымызға қош келдіңіздер. Қош көрдік. Бүгінгі талқыға салынатын кітап Мұхтар Мағауин атамыздың Сарғазақ романы. Жалпы Сарғазақ романы бұл тарихи роман деп айта аламыз ба? Әлде басқа жанрда ма? Қалай ойлайсыздар? Саят ағай. Жалпы тарихи роман деп айтсақ та келеді, бірақ та бұл жерден менің ойымша жазушының шеберлігінің сондай, қиялдан шықса да барлығын тарихи хронологиясын сақтай отырып, толыққанды шындыққа барынша жақындатып жазылған еңбектердің бірі деп бағалауға болады. Бұл жерде мысалға оқып отырған оқырман бұл жазушының қиялынан шығып жатқан дүние ме, әлде шындығында да болып жатқан тарихи оқиға ма дегенді ажырату өте қиын бұл жерде. Мен бұл жерде Мұхтар атамыздың шеберлігіне енді бас иеміз. Мүмкін сол себепті де Мұхтар Мағауин өзінің тұғырын бермей кеткен жазушылардың бірі деп бағалауға болады. Иә, сізбен келісемін. Менің өзім алғаш оқығанда шын мәнінде тарихи роман шығарма деп қабылдадым. Өйткені Саят айтпақшы, тарихи дәлдік берілген. Тарихи дәлдік соншалықты айқын берілгені шын мәнінде біреудің прототипі, бір тарихи тұлғаның прототипі жазылған ба ішінде соның өмірбаяны ма деп қалатын сәттер өте көп болды. Сондықтан тіпті егер тарихи роман деп баға берген күннің өзінде меніңше артықтық етпейтін сияқты. Жер, су атаулар болсын, ол жердегі рулардың атаулары, географиялық, топонимикалық атаулардың бәрі бұл кәдімгідей біздегі бар. Тарихи болып жатқан оқиғалардың бәрі толыққанды шындық. Тіпті өзі басында да айтылады ғой, жаңағындай біреудің жаңағы жазбасы неге алып келді, баспаға. Содан барып оқып, осыны өйстіп хаттап шығардық дейді. Оның өзі оқырманның өзіне не береді да, бір бұл шынымен ақ біреу әкеп тапсырды ма, әлде бұл жазушының қиялы ма деген мәселені ажырата алмай қаласың да. Себебі әртүрлі дәуірдің уақытын қалай келгендігі бұл оқиғаны сипаттап жазған уақытта мүмкін тарихи оқиға ма деп қаласың. Бұл жазушының енді шеберлігі ғой. Ал жақсы, енді біздің көрерменге түсінікті болу үшін тарихи контекстіні нақтылап өтейік. Жалпы шығарма қай тарихи кезеңдерді қамтиды, сол заманды суреттеп берейікші. Патшалық Ресей, көшпенді қазақ, қысқа тарихи шолу жасайық сол заманға. Саят ағайын, сіз тарих болғаннан кейін бұл сұрақ сізге бұйырып тұрған сияқты.
сөз бар ғой жаңағындай, пайғамбардан бастасам әңгіме кетемін деп. Жаңағындай бұл бүкіл тарихи шолу жасау өте қиын бұл оқиғаға. Неге? Себебі бұл 19 ғасырдың соңы, немесе нақты айтсақ 20 ғасырдың басынан 1900 жылдардан бастап 1945 жылға дейін болып жатқан оқиғаларды толыққанды қамтиды. Яғни 45 жыл жаңағындай оқиғаны қамтиды. 50 жылға дейін, сол 45-тен кейін жаңағы несіне барады, ауылына барады, 50 жылдық уақытты қамтыған оқиға. Енді бұның жалпы тарихи шолу жасаса түсінікті болу үшін, бұл 20 ғасырдың басында не болып жатты, Ресейде, әлемде қандай 19 ғасырдың соңында болған оқиғалардың өзі қалай әсер етті деген. Бұл біріншіден ең үлкен мәселе эсерлердің бар болуы. Эсерлер дегеніміз социал-революционерлер. Бұлардың жалпы ұстанатын бағыты террорлық бағыт ұстанды. Яғни күшпен жаңағындай билікті кетіру деген мәселелерге, жаңа қарулы қақтығыстарға жақын болған адамның басшылық жақта жүрген адамдарды өлтіру деген сияқты мәселелерге келгенде, бұл ұйым сол жағымен бір тарихта қалған ұйымдардың бірі. Ал енді Ресейдің сол кездегі патшалық Ресейде неге бұндай ұйымдар көбейді деген уақытта, бұл кездегі үш мәселе тұрғысынан қарауға болады. Бұл саяси, экономикалық және әлеуметтік деген жағынан қарауға болады. Бұл кезде мысалға Ресей-Жапон соғысы. Ресей-Жапон соғысы Ресейдің экономикасын құлдыратып жіберді. Ресейдің экономикасы құлдыраған уақытта патшалықтың оған қарсы жаңағындай топтар пайда бола бастады, партиялар пайда бола бастады. Бұл уақытта оқыған адамдардың саны көбейген болады. Ол тек қана Ресейде емес, біздің алаш зиялыларда да осы кезеңде шығады. Еңбекте байқасаңыз, Әлихан Бөкейханов туралы айтылатын жерлер бар. Жаңағындай біздің төреден шыққан ханымыз деген қып Әлихан Бөкейхановты айтады. Олардың барлығы осы дәуірлерде шығып жатқан. Бұл жалпы 20 ғасырдың басы өте күрделі дәуір, және де идеялардың қақтығысын байқауға болады. Солардың бірі осы эсерлер. Жаңағы Станиславтың эсерлердің құрамына кіріп, пәленбай жаңағындай қала басшылығын, шенеуніктерді, жаңағындай полиция бастықтарын өлтіріп кетіп, бір 8 адамды өлтіріп кетіп жүргендігі, ол идея эсерлердің құрамында болып, бұл идеяны ол қабылдайды. Бірақ кейбір мәселеге байланысты көзқарастар келмегеннен кейін өзі бөлініп шығады. Бірақ бұның бойында сол эсерлердің идеясымен ары қаратай өмір сүріп жатады. Сондықтан осы кезеңдегі былай айтқандағы жағдай өте күрделі кезең. Революция деген нәрселер негізінен француз революциясынан басталады ғой, оның ар жағында. Яғни әуелде мына 17 ғасырға дейін, француз революциясына дейін халықты, жалпы елді басқарып отырған кезде, мына Европада болып жатыр. Шіркеу институты жаңағы ел кетіп отырады, бүкіл нәрсеге өз үкімін береді, басқа қылады. Корольдер сайланғаннан кейін тек қана жаңағы корольдің тілеуін тілеп отыратын жаңағы помазанный деп айтады ғой орысша. Сөйтіп жаңағы корольді отырғызып қояды дағыны, тілеуін тілеп отыратын жаңағы шіркеу болады. Өзі 4 ақсословие болды деп айтады ғой. Жаңағы король отырады, одан кейін ақсүйектер отырады, одан кейін жаңағы дін институты отырады, одан кейін жаңағы әскер, одан кейін жаңағы қалғаны қарапайым халық деген сияқты. Енді француз революциясы болатын кезде оған дейінгі билік жүргізіп үкімін дүркіретіп қолында ұстап келген жаңа билікті шіркеу институтын 17 ғасырда Рене Декартта шығаттағыны ғылымның күшімен талқандап бастайды ғой. Сөйтіп талқандап келеді дағыны француз революциясы болған кезде өзі корольдің басын алмай ма сол кезде. Содан кейін мына нәрсені көргеннен кейін ол маңайындағы корольдіктерге жайыла бастайды мына нәрсе. Жоқ, біздің Құдай басымызға салған нәрсе осылай құл болып жүру, корольді тек қана Құдай өзі таңдап отырғызады деген оның бәрі өтірік әңгіме. Олай болмау керек негізінен.
Себебі бәріміз еркін адамдармыз деген әңгімені қозғалатын кез ғой. Сөйтіп аны ғылымды дамытып ол түртіп келген дағыны мына 19-20 ғасырда келіп мына Ресей империясына келіп түрткен беті ғой өзі. Сол кезде ол жерде де жаңағы бұл билікті Құдай әкеп біздің басымызға қоқ болған жоқ. Бұны негізі халық таңдау керек. Біз бір нәрсені негізінен өзгерте аламыз деген әңгімеден шығып жатыр ғой өзі. Жалпы осы революцияның сәл тарихи шегінісін айтып келе жатқан бетім ғой. Мен қоса кетсем, аз кем шегін жасасам, мен негізі бұл шығарманы алғаш осыдан 5 әлде 6 жыл бұрын оқығам, оның өзі шағын мазмұным ғана. Ол бір оқу бағдарламасына енгеннен кейін емес, қаладан шалғай тұрғаннан кейін аз кем жол қысқартып өзімше әуестеніп оқыған тұрым. Енді кеше осындай ұсыныс келіп түскеннен кейін жаңғыртып қайта қарап шықтым ғой шығарманы. Сонда бір ұққаным, жалпы тарихи контекстіден бейсауат адам үшін шығарманың өзіне бірден сүңгіп кету түсіну өте қиын. Менің өзім қайталап ежіктеп оқыған күннің өзінде ұққаным да біршама, ұқпағаным біршама. Енді ұққанымның ішінен айтатын болсам, жаңағы тарихи кезеңдерге көрмеге түсінікті болу үшін бұл жерде енді ашықтан ашық көпе көрнеу жасалған геноцид, ең әуелі 16-шы жылғы жаңағы сүргін болсын, 31-33-тегі ашаршылық болсын, кейіннен қазақты құдды бір алдыға салып ажалға айдап салған 41-45-тегі орыс герман майданы болсын, осының барлығы ұлан байтақ жерде ылқып жатқан қазақ деген ұлыстың шын мәнінде сирағын қырқып, жаңағы езіп жаныштап бір жетім күйге түсірген анық. Жалпы шығарманың өзінде қазақ мәселесінің аса мәнді бөлігі өте көп айтылады, бірақ мен үшін ең бір дәйекті мазмұнды болғаны, енді біз Мағауинді тек қана жазушы кейпінде емес, тарихшы кейпінде қабылдағаннан кейін отаршылдыққа берген оның негізгі бағасы. Баға беру дегеннің өзі енді кішкене әбестік-повестілер, бірақ ойдың ракурсын өзгертетін болсақ, отаршылдық дегенде мен шыны керек осы уақытқа дейін біршама шала ұққан екенмін. Менде бір менің арсеналымда, санамда бір қалыптасқан түсінік бар еді. Сол түсінікке кішкене соны бір демдеп жіберді деп айтсам рас болатын шығар. Өйткені бұл жерде сол заманның жүйесі отаршылдықты ізгілік деп жариялауға тырысты ғой. Құлдық жүйені бақыт етіп көрсетуге тырысты. Яғни, ал егер өзінің адам тұрғысына ұмтылғандардың барлығы бірден жазаға тартылды. Яғни, отаршылдың сөзі ол бұлжытпақ заңға айналды, отаршылдың талап тілегі әдет-ғұрыпқа айналды, отаршылдың ойлау жүйесі кәдімгі жаңағы ақиқатқа айналды. Сонда шын мәнінде тіпті құлдықтың кебінде отырған құлдың өзі құл екенін сезінуден қойды. Ал қорлық пен зорлық деген ол өмірдің әдепкі бір көрінісіне айналып кетті. Сондықтан мен ойлаймын, бұл шығармадағы отаршылдықтың ең үлкен зобалаңы геноцидке жалғас. Ол ең әуелі сол ұлттың ұлттық санасын жаныштау, рухын езу. Енді қазақтарға әсіресе бұның ауыр тиетіні, қазақтар өзі еркіндік сүйгіш халық қой. Бұрыннан бері хан отырса да бір әділетсіздік көрсе, ханның өзінен тайсалмай дат деп тұрып, халық ханға дат айтатын халық қой, еркіндік сүйген. Енді бұлар келіп мына жақта өздерінің үкімін жүргізетін кезде соған деген халықтың бір төз алмаушылығы немесе өзінің еркіндігінің жаншылып, еркіндігінен арылып қалып жатқаны, осы бір нәрселер әсіресе ауыр тиді деп ойлаймын халыққа. Рахмет. Бұл тақырыпқа біз әлі ораламыз. Шыныменен мына Европада 18-ші ғасырда болған революция бір ғасырдан кейін барып осы қазіргі Ресей, Еуразия жеріне келіп жайылып жатқан беті бұл не шығармада. Яғни 19-ші ғасырдың соңы, 20-ші ғасырдың басы деп айтып кеттік. Ал енді романның бас кейіпкері Станислав Стамбек туралы әңгіме болса, Станислав Юрьевич В. Әрі қазір әзірше Стамбекті сыра тұрайық, тек Станислав туралы әңгіме айтамын. Себебі енді екеуі бізге бір екі түрлі адам ғой. Мына шығарманың басындағы Станислав және соңындағы Стамбек. Станислав туралы әңгіме айтайық. Станислав ол кім? Қайдан шыққан? Не істеп жүр жалпы? Мақсаты не? Бұл жалпы өзі ақсүйектердің ұрпағы ең бірінші. Сондықтан да өзінің бала кезден тәрбие алудағы тәрбиесі сол ақсүйектікпен тәрбиеленген, гимназияда оқыған, университетте аяқтау үлгермейді, бірақ екі курсын ба оқиды ғой университет, Петербург университетінде. Өте сауатты, үйінде кітапханасы болған, әкесі де шенеунік болған, атасы да шенеунік болған. Ар жағы енді ол едігелерге Алтын Орданың ақсүйектеріне келеді. Олар ақсүйектер кейін Ресейдің жеріне келіп көптеген біздің Алтын Орданың бектері Ресейдің құрамына еніп, орыс христиан дінін қабылдап, христиандандырып, соның кейінде орыстанып кеткен
ақсүйектердің ұрпақтары ғой, осы Станислав. Сондықтан Станиславтың білім алуы және де мына Петербордың өзі саяси алаң жүріп жатқан, кәдімгідей көптеген көзқарастардың қақтығысы, көзқарастардың түйіскен жері осы Петербург болып тұр ғой. Сол жерде оқыған азамат міндетті түрде жаңағындай әділдікті, бостандықты, жаңағы жастықтың максимализммен ба сондай бір аңсап, жаңағындай елді өзгертем, ел орыстың, жаңағы Ресейді жаңағындай көркейтем, биікке шығарам, мына қараңғылықтан шығарам деген бір арманмен жаңағындай ұйымдарға кіріп кетіп тұр. Осы арман, осы идеялар қай жақтан келіп жатыр? Неге олар сонша патшалық билікті жек көріп, иттің етінен де жек көреді ғой мысалы? Бұл леп қай жақтан келіп жатыр? Негізі әкесінің өзі неміс философтарының көптеген революцияға қатысты шығармаларын оқып алып, ол да соған шырмалып, баласында осы бір ойды, идеяны негізі еге бастайды. Сөйтіп әкесі де өзі де бар саналы ғұмырын негізі осы революцияға арнаймыз деп екеуі де бейқандай шешім қабылдайды. Сөйтіп бұл жаңағы партияның құрамына енгеннен кейін аздакем көтеріліс науқандарына қатысады, бірақ көңілінен шықпаған болу керек. Шығып кеткеннен кейін де жаңағы бір айтатын бар шығарманың өзінде, қателеспесем, 70 миллион великорос жаңағы жұртшылығының асыл мінезі және ұлы мұраты айқындалатын уақыт келді, бірақ оның барлығын біз қандай жолмен іске асырамыз, оның барлығын біз жаппай қанаудың жолымен ғана іске асыра аламыз деп айтатын өйткені мысалы бар ғой, мысалы жаңағы Толстой мен Пушкинді өмірге келтірген осындай халық неге осындай жаңағы кепке түсіп қалды. Одан кейін мысалы Толстойдың өзі дейді ізгілікке, адамдыққа шақырды, Пушкиннің өзі егемендікке шақырып еді, бірақ не өзгерді? Ештеңе өзгерген. Сондықтан бұның бір ақ қана амалы бар, өйткені бұл насихатпен, үгітпен жүретін іс емес, тынатын іс емес дейді. Сол үшін де сананы жаңғырту, жаңағы сананы сілкіп алудың бір ақ жолы ол жаппай тазарту деп осы жолға сөйтіп келеді негізінде. Әрі бұның революциялық күрес жолын таңдайтыны соның алдында ғана ол Европаны аралап келеді әкесімен бірге. Барып ол жақта болып жатқан өзгерістерді, ол жақта болып жатқан саяси әрекеттердің бәрін көзімен көріп келеді дағыны, өзінің идеясына нық бекіп отырып алады дағыны, қалай да осыны жүзеге асыру керек деп кіріседі ғой бұл іске кіріскен кезде. Жақсы. Станислав эсерлердің құрамына кіреді. Эсерлердің идеологиясымен ауырып, кәдімгідей өзі де жаңағы саяси террорға барады. Саят аға айтып кетті басында, ол аны бірнеше шенеуніктерді, полиция, тағы да бір басқарма билік иелерінің барлығын өлтіріп, осы идеямен ауырады дедік. Ал енді жалпы ізгілік мақсатта зорлық жасау қаншалықты дұрыс? На благо революции все средства хороши деген эсерлердің ұраны бар мысалы. Біз осы ұранды жақтаймыз ба әлде даттаймыз ба? Себебі мақсаты дұрыс қой, игі мақсатта әділет, бір әділетті қоғам құрғысы келеді. Ал ол қоғамды құру үшін сол кездегі патшалық билік кәдімгідей кедергі келтіріп тұр. Ал енді ол патшалық билікті біз деген кетсеңші біз билік құрайық деп кетіре алмаймыз. Яғни оны бір жолы тек оны құлатып барып, сол құлаған хаостың үстінде бір жаңадан қоғам құрған оңайырақ болады да. Осы идеясын қалай сіздер қолдайсыздар ма? Бұл идеяны жеке басым деп айтуға бола ма, болмаса сол жаңағы Станислав айтқан Толстой, біздің айтып жүрген шәкәрімнің сөздерімен, идеясымен келсек, бұны қолдауға келмейді. Неге? Мысалға дәл осы оқиғаны Лев Толстой 1908 жылы «Не убей никого» деген бір мақала жазады. Сол жерде осы мәселені мынау эсерлердің, Станиславтардың жасап жатқан әрекетін сынап жазады 1908 жылы. Соны айтады, мен 1908 жылы жазып отырмын, бірақ бұл әңгімемді мен ертеректе жазғам дейді. Неге қайтадан оралып отырмын? Себебі менің «Не убей никого» деген идеямды, ешкімді өлтірмеу деген идеямды біреу бір брошюра қылып шығарып таратып еді дейді, Петербургта жүріп. Соны менің сол идеямды таратқан үшін, ешкімді өлтірмеу деген ұраным үшін таратып жүрген жігітті соттап жатыр дейді, қамап тастаған дейді. Негізі мен сосын ойладым дейді, өзім Лев Толстой айтады. Мүмкін мен ішінде бірдеңе дұрыс жазбай қалған шығар, мана кімдер цензура бірдеңе тауып алған шығар деп қайтадан оқыдым дейді, сол жазғанымды дейді. Сөйтсем жоқ, тақырып іштегі мәнге сай келіп тұр дейді.
менің сол жерде жазған идеям ешкімді өлтірмеу керек деген мәселе. Ал нағып біз қазіргі уақытта адамдарды өлтіру қайдан шықты деген мәселеге келіп тоқтайды. Бірақ былай айтқанда ол кезіндегі руханият, былай айтқан уақытта Лев Толстойдың таза христиан дінінің деп алады ол кісі. Біздше былай айтқанда руханияттың ардың бұзылуынан басталды дейді да бұның бәрі. Яғни біз түп таза шәкәрімнің жаңағындай таза дін деп айтатын дүниелерінен бәрінен ажырағаннан кейін біз билікті жаңағындай өз билігіміз, еркімізді билікке бердік. Билік адам өлтіруге болады кейбір кезде деп біз халыққа оны сіңірді дейді. Жаңа соғыстарға қатысыңдар, өлтіріңдер, біз жаңағындай отан үшін соғысамыз деген дүниелерді сіңірді. Содан кейін халық тұрып өлтіруге болады екен ғой, онда жаңа биліктің басындағы да өлтіруге болады ғой деген идеяға келіп тұрды дейді. Ол идея түрінде революцияға ұласты дейді. Революционерлер биліктің басындағыларын өлтіргісі келеді дейді да. Шаруалар жер иелерін өлтіргісі келеді дейді. Жер иелері жаңағындай билікке қарсы шыққан революционерларды өлтіргісі келеді дейді. Сөйтіп бәрі бір-бірін байланыстырып соңында біз сондай қоғам қалыптастырдық. 20 ғасырда 1905 осы 1900 бен 7 жылдардың арасында біз адамды көшеде өлтіріп кете салу күнделікті іске айналды дейді. Мысалы Станислав барады өлтіре салады ғой, және ұсталынбайды ғой. Қаншасын ана барады басқадан өлтіре салады, ананы өлтіре. Соны Лев Толстой қатты сынап жазады. Оны Шәкәрім атамыз айтады. Айла күш айуандықтың ең жаманы, боқты боқпен жуғанмен ел түзелмес. Ар түзейтін бір ғылым табылмаса зұлымдықты жалғанда әділ жеңбес дейді. Яғни біз адамды өлтіру арқылы біз басқа біреуді тағы да өлтіруге итермелейміз. Ол жаңағы топ бола ма, жеке адам бола ма. Яғни бұл процесс адамды өлтіру мәселесі жаңағы ізгілік үшін деген мәселе. Егер де ізгілік үшін адамды өлтіру деп қабылдайтын болсақ, онда бұл ізгілік болмайды, адамды өлтіру. Себебі әлемдегі біздің тіпті конституциямызда да қазір жазылған, дұрыс па? Ең құнды дүние ол адамның өмірі. Ал ізгілік үшін нені айтуға болады? Мысалы, қаталдық деп. Білім алу. Біздің мысалға оқушылар білім алуға міндетті. Біз оларды күштейміз. Медициналық жаңағындай тексерілу, вакцина алу сияқты елдің игілігі үшін біз күштеп оларды апарамыз. Бірақ енді оны өлтірмейміз ғой. Біз ізгілік үшін итермелейміз, міндеттейміз, жүктейміз. Ол ізгілік болады. Енді адамды өлтіру ізгілік үшін. Ол кішкене адамзаттық құндылықтарға қарсы идея деп ойлаймын. Енді мұсылмандықта да жалпы діни жағынан қарайтын болғанда да солай ғой. Өзі Мұхаммед пайғамбардың өміріне қарап отырсақ та, енді Мұхаммед пайғамбардың үмбеті болғаннан кейін ол кісі бұл ислам дінін жайған кезінде ол қылыштың күшімен жаймаған ғой. Жалпы ислам діні жайылған кезде 70% көркем мінез-құлықпен, топырақ сипатпен жайылды еді. Яғни Мұхаммед пайғамбардың жүріс-тұрысын, әдебін, сөйлеген көркем сөзін, кісіге деген құрметін, өзгеге деген эмпатиясын деген сияқты осындай бір көркем мінез-құлқын көрген кезде, мына жігіттікі міне хақтан осыны болу керек, қарашы, бойынан көрініп тұр деп. Осылай мойын етін болған ғой көбіне. Сол себепті жалпы өзі Мұхаммед пайғамбардың заманында болған соғыстарда да, мысалы Бәдір соғысы болды, Ухуд соғысы болды, андай шайқас болды деп айтып жатады ғой. Бір қырғын қанғасап болған сияқты елестейді. Ал былайымша бір жалпы алған кезде 70-80 ғана адам өлді деп айтады ғой жалпы. Жалпы шығыны біз үлкен масштабта болып көрінгенмен. Яғни Мұхаммед пайғамбар жорыққа барған кезде де көбіне қорғану мақсатында соғысады, өзінің жеке басын қорғау үшін. Ал барып күштеп өзінікін таңу үшін ешқашан соғыспаған. Сол себепті тіпті Меккеге барған кезінде де барып соғыспайды ғой, күтіп отырып алады ғой. Яғни бұлардың көптігін көрген кезде тіпті
мысалы бағанағы өлімді тудырады деп айттық қой, яғни сен өлтірсең ол келіп тағы бір мұхаммед пайғамбар осындай нәрсенің бәріне тоқтау салады ғой келіп. Өзінің жаңағы ағаларын, бауырларын өлтіріп тастаған адамдардың өзін мұсылман дінін қабылдасам мен сені кешіремін деп. Мұсылман адамның жалпы өзінің ар ұятына бекініп, сол армен іс қылады деген нәрсеге алып келеді ғой. Яғни қылыштың күшімен, басқаның күшімен емес. Енді мұсылмандықта солай. Ал енді философияға келетін болсақ, ана Сартрдамы бар ғой өзі. Сен бір іс әрекет жасаған кезде сен өзің үшін ғана емес, тұтас адамзат үшін істеп тұрсың оны дейді. Яғни сен форма поведения немесе форма жизни деп айтады. Яғни сен ешкімде менің шаруам жоқ, мен өзім өмірім қалай өмір сүрсем де, қалай шешім қабылдасам да, не істесем де өзім білемін деп, сен бәрібір істей алмайсың ештеме дейді. Себебі сен бір әрекет істесең, сен жалпы өмірге, жалпы халыққа сен бір өмір сүру стилін ұсынасың. Міне былай да өмір сүруге болады, былай да шешім қабылдауға болады. Яғни гедонист болып та өмір сүре беруге болады, онда тұрған ештеме жоқ деген сияқты. Сен өзіңнің кейбір надан, жалған, жақсы емес әрекеттеріңді бүкіл әлемге үлгі қылып көрсетесің мына жерде. Яғни ізгілік үшін өлтіру деген нәрсе де айналып келген кезде ол бір жағынан фанатизм де шығар, негізінен. Яғни сен өзіңнің идеяң ғана дұрыс екенін, өзгенікі қате екен деп, өзіңдікін тану үшін өзгені барып өлтіру, ол фанатизмнен келетін шығар енді белгілі бір деңгейде. Белгілі бір деңгейде оларды фанат деп айтып отыр революционерлерді. Расымен солай, иә. Сол себепті бағанағы Саят ағаның айтқан, айналып келген кезде ар ілімі адамның өзінің Тәңір тағаланың жүрегіне сақ болған локаторы деп айтады осы ар ұятты. Яғни ар ұятына сүйеніп іс қылатын кезінде ол адам ешкімді өлтірмейді де, басқа да қылмайды. Өзі бұл әлемді қараңғы мекен болса, бұны ағартушылар келіп бұл жерді ағартады деп айтады. Сол себепті бұндай істің бәрі негізінен іліммен, ағартумен солай болу керек қой негізінен. Ал біз революционерлерді алып қарайтын болсақ, олар енді қылыштың күшімен, өліммен деген сияқты осындай методтарды қолданады былайынша. Жақсы, енді роман желісі бойынша жалғастырайық. Жалындаған жас Станислав сөйтіп ұрандап жүргенде қолға түседі, оны айдауға салады, сөйтіп ол Петропавлға каторгаға келеді. Келе жатқан кезде жолдан қашып кетіп, қазақ даласына келіп, ең бірінші рет қазақтарды кездестіреді. Аяқтары кісенделген ол каторгаға келатқаннан кейін оны Сыпатай деген қазақ кісі тауып алып, кейін көмектесіп құлдықтан босатады дейді, былайша айтқанда. Сол жерде айтатыны бар ғой, бұл қазақ жалпы аңғал жұрт, тұтқын ұстамайды, кісенді тек қана жылқы мен түйеге ғана салады дейді ғой. Шынымен дәл осы сөздерінде бір қазақтың болмысы айқындалып тұрған сияқты. Сіздер осымен келісесіздер ме? Қазақ қазіргі таңда да негізі біз қазақ аңғалмыз деген сөздер өте көп кездеседі. Жалпы қазақ аңғал жұрт, аңғал халық па? Мен енді өйтіп айтпасам негізі, біріншіден басқа заманның адамы болғаннан кейін шығар. Екіншіден, бұл жерде былай ғой, кей жағдайда тарих қате тәсіпірленсе, таным да қате болады. Мысалы, ілгідегі қазақтың болмысында ондай аңқаулықтың астарына тазалық болған шығар. Қазір бірақ мен өзіммен жеттес замандастарыма қарайтын болсам, аралас құралас дос жаран, ағайын бауыр, туыс тамыр бар деген сияқты араласқан кезде аңғалдық, тазалық аңқаулықтан көрі кей жағдайда арамдығы, айлакерлігі басым болатын жағдай өте көп. Егер де қазақ шын мәнінде сондай керемет, жауынгер, батыр, ұлы халық деп айтып жатамыз, жаңағы не дейді, текті халық дейді. Бірақ сондай жауынгер, мықты, ұлы халық болса, қазақ неге бодан болды деген сұрақ мені үнемі мазалайды. Өйткені егер де оның бодандығын жаңағы тек қана аңқаулығымен, тазалығымен ғана түсіндіретін болсақ, онда біз аңқаулықты емес, біз құлдықты ақтап тұрған сияқты көрінеді маған. Сондықтан аңқау дегенге де өте бір үлкен сақтықпен келу керек. Мүмкін ілгідегі қазақтың болмысында тазалық болған шығар. Бірақ қазір енді оның үстіне ол жаңағы санауланғаннан кейін, ұлттық сана тұншаланғаннан кейін қазақтың бұрынғы таза қалпында, таза кейпіндегі аңғалдық жоқ деп ойлаймын қазір. Қазір енді бұл жердегі бір мәселені былай да қарастырсақ болады. Бұрынғы мен қазіргіні салыстыратын болсақ, мысалға тарихшы ретінде мен мысалға оны 56 жылдардың
дейін 56 жылдан кейін деген екі немен алсақ болады да қазақты. 56-дағы жаңағы тың игерудің уақытымен біріншіден. 56 жылға дейін, яғни 20 ғасырдың орта шеніне дейін деп алайық. Орта шеніне дейінгі қазақтағы жаңағындай айтып отырған аңғалдық, аңқаулық дейміз ба, жаңағындай мәселе. Бұл біріншіден жаңағындай аңқау деп айтуға келмейді деп ойлаймын. Еңірек дұрыс айтып отыр. Бұл жерде тазалық, бұл жерде аңқаудан гөрі ардың жаңағындай арым жанымның садақасы деген принцип басым болып тұрды. Яғни оның Станислав бұларға бұл халық аңқау екен деп баға беруі, бұл сырт көзден көрінгенде ол солай болып елестейді, көрінеді көзіне. Бірақ сол Станислав кейін қазақ болғаннан кейін сол аңқалдық пен аңқаулық деген мәселе жоқ қой қазақ үшін. Ол ғашық қой қазақ үшін. Қазақ болып кеткеніне ғашық. Өлгенше дейін сол ғашықтықпен сол қазақ болып өліп кетті ғой сол. Егер де ол бірінші сырттан көрген уақыттағы сол аңқау қазақ қайда, аңғал қазақ қайда, сол Станиславтың ол жоқ. Неге? Себебі кейін жаңағындай шығарма желісінде қазақтың сол аңқаулығы жойыла бастайды. Керісінше табиғатпен қалай үндесу өмір сүретіндігі, арды қалай жоғары қоятындығы, жаңағындай сырт әлеммен қандай қарым-қатынас, дүниеге деген қарым-қатынас қандай, болмысы қандай, соның барлығы ашылады. Ал енді еңліктің жаңа айтып отырған мәселесі қазіргі қазақ деген мәселемен келісем. Қазіргі қазақ ол бұрынғы қазақ емес. Неге 50-ден кейін деп отырмын? Себебі 50-ден кейін біздер аралас, жаңағындай 50-ші жыл жаңа тың игеру кездегі түрмедегі отырған жаңағындай түремшігі де келді, несі де келді. Сол кезден бастап біздерге біз мақтанамыз, қазақ құлып салмаған қазақ деп мақтанамыз. Есігіне құдай қонақ деп келген адамды қарсы аламыз, біз сондай қонақ жаймын деп мақтанамыз. Әлі күнге дейін солай мақтанамыз. Мақтанған кезде енді жаңағындай сөздің түбін түсіреміз ғой. Жаңағындай біз сондай кең деп мақтанамыз. Ал мысалға сіздердің үйлеріңізге, біздің үйге кіру үшін бір сырттан құдай қонақпын деп келген адам қанша есікті ашып өтеді? Мысалы мен өзімді есептеген уақытта 5 есік пе сондай кіру керек екен. Домофонды есептемегенде, сен үшін домофонға звондап сұрауың керексің ғой, жаңағындай. Сен бұлай ашып кіре алмайсың, подъездге кіре алмайсың қазір сен. Үй деген уақытта. Лифтті қозғау үшін де не керек қазір? Лифтіні сен басып көтерілуің керексің. Жалпы туысыңның үйіне барсаң да звондап аласың ғой, келсек бола ма? Сонда біздің мақтанып отырған қазақ қайда? Яғни біз бүгінгі күні қазіргі қазаққа әлеуметтік баға берілмеген. Біз бұрынғы қазаққа әлеуметтік баға берілген, шындығында да батыр, шындығында да жаңағындай қонақжай, есігі жабылмаған, құлыпталмаған, Станиславтың таңғалатын жаңағындай түрме болмаған, тұрақты әскер болмаған дүние. Ол шын, олай солай болған. Бірақ қазіргі қазақ екеуін салыстырған уақытта мүлдем басқа қазақ болып шыға келеміз біздер. Біздің санамыздағы қазақ ол идеалдағы қазақтар ғой. Идеалда солай санамызда тұрады. Ал енді реалдағысы көріністегі мүлдем. Енді реалдағы қазақтарды баяғы сол идеалдағы қазақтарға сәл ұқсату үшін біз не істеуіміз керек? Бұл да бір енді ауыр сұрақ шығар. Бірақ та енді қоймасқа шара жоқ. Жаңа Шәкәрім ата айтқандай, жайнар көңіл, қайнар өмір, ар ілімі оқылса дегендей, айналып келген кезде сол жаным арымның садағасы деген осы ар іліміне жүгінуден басқа жол жоқ шығар деп ойлаймын мен бұның. Себебі бәрі де осы бір ар мәселесінен шығады айналып келген кезде. Өзіна 19 ғасырда өмір сүрген экзистенциализм ғылымының негізін қалаған Сирон Киркегорд дейтін кісі өзінің еңбегінде айтады ғой, өзі адамды адам қылып тұрған адами қасиеттердің ең көркемі ол қарапайымдылық, простота деп береді. Енді біз оны бір топырақ сипат деп отырдық айтқан кезде. Енді сол қарапайымдылық, сол топырақ сипат, соның бәрі қайдан шығады? Ол сол баяғы арлы адамнан ғана шығады.
ол ар ұяты жоқ адамнан сен ешқандай да көркем мінез күте алмайсың. Сол себепті айналып келген кезде бәрібір де осы бір баяғы шәкәрім аталардың қоймай жаза беріп, айта беріп, үгіттеп кеткен осы бір ар ілімі қайтадан келіп, қайтадан жаппай осы бір дүние оқытылмай, біз сол баяғы идеалдағы қазақтың күйіне жете алмаймыз ау деп ойлаймын өз басым. Біз үшін елес болып тұра береді. Иә, елес болып тұра береді. Керемет. Көп рахмет. Ал енді әрі қарай талқымызды жалғастырайық. Роман желісі бойынша кейіннен Станислав Сыпатай ақсақалдың ауылының бір бөлшегіне айналады. Енді ең біріншісі осы ауылға келгенде оны жаңағы таңғалатын қазақтың қонақжайлылығы, сондай бір бөтен болса да, бірақ өзін бауыр сияқты қабылдағанына таңғалады да. Енді басында ол жоспар құрып жүреді ғой, қазір енді мен бұл ауылда қазір емделіп алайын, өзіме келіп алайын, кейіннен келіп сол қазақтарға қосылып кетемін. Мен қазақтар бәрін қабылдайды ғой. Ол кезде жалпы казачий отряд деген ол сондай бір біз ар-ұят туралы әңгіме айтып отырмыз ғой. Ар-ұяттың жоқтығының көрінісі да енді олар. Станиславтың сол бір мақсаты казактардың отрядына қосылу болып. Басында сөйтіп ойлап жүреді өзі, кейін қосыламын барам да сосын барып шетелге ауып кетемін деген сияқты. Бірақ та уақыт өте келе казактардың өздері келіп Сыпатай ақсақалдың ауылына келіп осындай бір қашқын сары өзі бір орыс келген жоқ па ауылдарына деп барлығын тіміскілеп тексеріп кетеді ғой. Сол кезде ойлайды, дейді ғой, мен мынарға қосыламын деп жүрсем, бұлар мені іздеп мені өлтіргісі келіп жүр екен ғой деп. Сөйлеген сөздерінде қазақтарды қалай жерден алып жерге салып балағаттағанның бәрін естіп тұрады ғой ана жерде. Естіп тұрады, соған таңғалады. Мен бұларды бауырым деп жүрсем, олар мені жауым деп жүр екен ғой деп. Сөйткенде қазақтардың ісіне бір қатты әсерленеді ғой. Сіләмбек аналар қанша іздесе де бермейді. Жауының қолын ұстап бермейді. Сол кезде айтатыны бар. Мына қазақ, мына көшпенділердің дін рәсімін орындау шамалы болғанымен ділі қатты сияқты дейді ғой. Осы жерде дін мен ділге анықтама беріп кетейікші, екеуінің айырмасы қандай? Біріншіден жалпы Станиславтың қазақ қосына келуі, ауылына келіп орналасуы, жаңағындай ойлары енді бір керемет суреттеледі ғой. Мыналар мен жиын деп жатыр. Әбден жабайы қылып елестету, Станиславтың жаңағындай мағауиннің беруі ойларды енді бір керемет енді. Бұлар мен жиын деп жатыр ма? Бірінші мен жуындырып алып жиын деп жатыр. Өзенге апарып шомылдырып жер алып, шашын қырып тамағымнан осы жерден шыдайын, қаша жөнелейін ба деп, қашсам қайда барамын деген сияқты. Солай жаңағындай тіпті Станиславтың қолындағы кісеннің өзін қалай бейнелейді. Кісен бүкіл Ресей халқына жаңағындай кісен деп тастаған бір әсер береді да. Станиславтың қолындағы кісен емес, бүкіл Ресей халқын жаңағындай қол астындағы халықтардың барлығын кісен деп тастаған сонда жерлері бар ғой. Бұл жаңағы шеберлерді әкеп, ұсталарды әкеп жаңағындай екі шұрғаннан жаңағындай патшаның кісен шешті дейді ғой. Солардың барлық былай айтқанда мәселесі кейін өркениеті бұл қазақтың сол жердегі ділдің мәселесіне де келіп қосылады. Біріншіден діл деген не? Діл деген парсы тілінен аударған уақытта бұл жүрек деген сөз. Ал біздің қазіргі түсінуімізде бұл менталитет. Біздің менталитет. Ал біздің менталитет неге негізделген? Салт дәстүрлерге негізделген. Осы мәселе салт дәстүрлер немесе біздің діліміздің мықты болуы, қазақтың болмысының қалыптасуы, бұл енді үлкен бір институт қалыптасқан. Дін көбінесе өзінің белгілікті шекарада атқаратын функциялары бар. Ал діл бұл толыққанды дінді де өмір сүру кәдімгідей былай айтқанда ұйықтағаннан бастап жаңағындай келесі 24 сағат
болса, бір тәулікте сол 24 сағаттағы сенің өмір сүру салтың. Өзі діл деген нәрсе дінді де өзінің ішіне қосып алатын сияқты жалпы, айналып келген кезде. Себебі діл деген өте үлкен мәселе ғой. Өзі шар ілімі бар және ар ілімі бар деп айтады ғой. Шар ілімі отқан жаңағы шариғат ілімі, одан кейін жаңағы ар ілімі, жаңағы жүрек ілімі. Біздің қазақтар енді ол шариғат ілімін білгенімен қандай жағдай болмасын ар іліміне, жүрекке басымдық беріп отырады ғой шешім қабылдаған кезінде. Сол себепті дінге қатты болмағанмен ділге қатты екен деп жатқаны да мынаған беріп жатқан шығар деп ойлаймын. Енді сырттан бір орыс келіп жатыр, діні христиан, басқалай, оны шариғатқа салсаң Кәпір. Сол айтамын, кәпір ол керек болса. Бірақ олар өздерінің арымен, өздерінің ділімен, менталитетімен бұл біздің қонағымыз, қонақты біз жауға бермейміз деп, тіпті өздерін құрбан қылса да, ана қонағын аман сақтап қалуға барын салады ғой ана жерде. Сол себепті осындай бір әдемі сөзбен берген шығар деп ойлаймын бұл жерде. Бұл да сол замандағы қазақтың тазалығы деп айтуға болады. Тазалығы әрі менің ойымша бұл жерде наматтың моральдық этикасы ғой, соның жиынтығы діл деп. Мен сөйтіп өз басым қабылдадым. Жаңағы оның адалдығы болсын, тазалығы болсын, аңғалдығы болсын, қонақжайлығы болсын, сол этиканың жиынтығын діл деп ұққан дұрыс шығар. Рахмет. Келесі сұрақ. Жалпы адамзат тарихын зерттегенде ең көп кездесетін дүние ол соғыс. Адам баласы бір-бірімен соғысудан ешқашан жалықпаған, негізінде. Тіпті бұл шағын романның өзінде де соғыспен басталып, соғыспен аяқталады. Енді мынандай сұрақ пайда болды менде. Неге адам баласы бір-бірімен соғысуға құмар? Егер кез келген соғыстың түп төркінінде негізінде жек көрініш сезімі тұрса, ол жек көрініш сезімі қайдан шығады жалпы? Рұқсат болса айта берсем. Бұл жерде адамның адамға емес, бір топтың бір топқа жек көрініш шығар. Жалпы алғанда мен жиі ұғатын нәрсе, адам деген категория бар, адамзат деген категория бар. Жалпы бұл идеяны көптеген әлем ойшылдары, оның ішінде біздің абай болсын қаузаған, жаңа адамзаттың бәрін сүй бауырым деп деген концепт осыдан шығып отыр ғой. Сонда негізі адамның өзі адамзаттық ұғымға көтерілген кезде жер бетінде мәмілегерлік болатын еді. Жер бетіндегі соғыстың, жер бетіндегі озбырлықтың, қан төгістің ең басты себебі осы адамзаттық ұғымға көтеріле алмай тұрғандығымызда деп ойлаймын өз басым. Өйткені өлкелік әлде бір рулық түсініктен гөрі біз өркениеттік ұғымға көшуіміз керек еді, адамзаттық ұғымға көтерілуіміз керек еді. Шынтуайтына келгенде адамзаттық ұғымға көтерілуге кедергі жасайтын төтеден бірнеше мысалы фактор болады. Саяси манипуляция болуы мүмкін, осы жаңағы большевизм болсын, басқасы болсын. Ол жаңағы немесе бір ұлттың, бір рудың басқа бір рудан жаңағы өзі өреп мен артықпын, сен ашасың деген бір өте надан түсінігі болсын, трайбализм болсын осының ішінде. Сонда негізі мен ойлаймын, парасатты ізгі қоғамның ең басты мақсаты және табан тірейтін екпін қылатын ең негізгі нүктесі ол адамзаттық түсінікке, адамзаттық санаға көшу. Бірақ бізде адамзаттық сана түгіл мемлекеттік сана жоқ қазір, шынтуайтына келгенде. Сондықтан бұл жерде адамзаттық санаға көтерілген адамның алдында кәрісіне, орысыне тіпті жаңағы еврейіне басқа не, бәрі бірдей, бәрі дос. Монотропизм деп айтады ғой. Өйткені егерде біз шағын топтардың мүддесімен ойланатын болсақ, ол түсінік бізді абайдың адамзаттың бәрін сүй бауырым деп деген түсінікке жеткізбейді. Соған қарағанда кеселдің бәрі осы баста, менің ойымша. Енді жек көру деген сезім жалпы адамға тән қасиет қой негізінен жек көру деген. Яғни жаңағы экзистенциализмде нағыз адамға ғана, адамның болмысына ғана тән келетін қандай қасиеттер бар деген кезде жаңағы мейірім, махаббат, ар-ұят, жауапкершілік, еркіндік, тәубе, соның ішінде жек көру деген де бар. Яғни ол адамға тән қасиет. Бір нәрсені жек көру, бір нәрсені ұнатпау. Басқа мақұлықтар жек көре алмайды дейсіз ғой? Бірақ енді соны жек көрінішіңді сыртқа шығарған кезде, оны жүзеге асырған кезде ол бөлек мәселе енді. Біз бір нәрсені, бір идеяны жек көруіміз мүмкін, немесе мысалы жаңағы қазақтардың әрекеті болсын, жаңағы
эсерлердің әрекеті болсын, соның бәрін біз жек көруіміз мүмкін. Бірақ біз ол адамды емес, оның іс әрекетін, оның идеясын біз жек көреміз адамдық тұрғыдан. Ал сол адамның өзін жек көріп, оны жаңағы төмен санап, өзіңді одан артық санап, өзіңдікін ақиқат санау, өзіңдікін дұрыс санау деген нәрсе, ол енді мына Рабузидің қиссасына қазақы қиссаларға салатын болсақ, әу баста өзі адамды жаратқан кезде бүкіл періштелерге Тәңір тағала айтты дейді ғой, адамды көріп тамашалаңдар, мен халифа жараттым өзіме деп. Сол кезде бүкіл періштелер қарап тұрған кезде сайтан келді дағыны түй деп бір ақ түкірді дейді үстіне, жаңағы бас иіңдер, адамға сәжде қылыңдар, оның ілімі сендерден артық деген кезде бүкіл періштелер бас еді, сайтан ғана ол сасық балшықтан жаралған, мен оттан жаралған, мен одан артықпын деп өзінің тәкаппарлығымен, кеудем соқтығымен, менмендігімен осылай Тәңірінің үкіміне қарсы шығады ғой өзі о баста. Сол себепті жек көру деген бөлек мәселе, ал сол жек көрінішіңді жүзеге асыру, жаңағы бір адамға, адамның болмысына қатысты жек көру, және өзіңдікін ақиқат деп танып, өзіңдікін қате деп тану, және сенің ақиқатың ғана жаңағы жүзеге асып тұру керек, өзгелердің бәрі жойылу. Кімнің, Гитлердің ұстанған саясатта сол ғой, біз арийлер, ақтар ғана, біз басқалардан жоғарымыз, қалғанның бәрі бізден төмен деп, дәл баяғы сол сайтанның әрекеті. Өзі қисса деген нәрсе не деген кезде, әу баста жаңағы тәңірлік ғайыпта бір рет болған, және біздің күнделікті өмірімізде үнемі қайталанып тұратын осындай бір оқиға дейміз ба, осындай бір әрекет дейміз, сөйтіп айтады ғой. Сол себепті біздің өмірімізде болып жатқан күнделікті оқиғалар, күнделікті осындай іс-әрекеттер, осының бәрі әу баста бір рет қайталанған, ғайыпта болған, соның бәрі енді біздің күнделікті өмірімізде қайталанып жатыр негізінен. Енді біздің сол жерде іс-әрекетіміз жаңағы еңлік айтпақшы адамзаттық санаға, моноантропизмге, бір бауырлыққа көтеріле аламыз ба, әлде сол баяғы төменгі сатымызда қаламыз ба? Мәселе сол жерде болып қалады. Сосын мысалы мындай бір мәселе бар. Қазір айталық, жақсы, бұрынғы заманда болды, адамдар сондай еді, соғыстар сол үшін болды ғой, қазір адам өзгерді, заман өзгерді деп айтуымыз мүмкін де. Бірақ мысалы қателеспесем 48 жылы қабылданған жалпы адам құқықтарының жалпыұлттық декларациясы бар, сол декларацияның қазірдің өзінде СНГ болсын, басқа мемлекеттер болсын, қай бір айталық мемлекет соған мойынсынып толығымен қабылдап оны атқарып отыр. Одан кейін бір нәрсені жаңсақ ұқпауға тырысу керек. Шығарманың өзінде белгілі бір ұлтқа, белгілі бір этносқа, ұлысқа деген жеккөрінішті сезімді ояту деген мақсаттың жоқтығы айқын. Өйткені талай мәрте эпизодта тіпті былай қараған кезде бізге жаңа келер орыс ұлысына қатысты жағымды жақсы пікірлер көп айтылады. Мен білетін орыс басқа еді деп айтады. Тіпті мен сізге айтайын, бұл жерде жаңа аямасаң аяма деген сияқты бүгін мен сәл басқа пікірлерді көп айтып отырмын. Тіпті бұл жерде аярлықты, озбырлықты көрсететін ең әуелі орыс ұлысының азаматтары емес, қазақтардың өздері, шығарманың өзінде байқайтын болсақ. Сонда мысалы өркениетті адам деген бізде жақсы бір кітап бар. Сол жерде де осы идеяларға біз негізі үндеп шақырады. Өркениетті қоғам деп қандай қоғамды айтамыз дейді. Ол жерде мәдени қайшылығынан немесе діни қайшылығына қарамастан, егер де бір топ адам немесе екі адам ортақ тақырып тауып, ғұмыратқа жетелейтін тақырыпта бір-біріне қайшылыққа түспей, соны бір өте өркениетті түрде жүргізе алатын болса, өркениетті қоғам, өркениетті диалог деп соны айтамыз деп айтады. Бір-бірінен айырмашылық емес, ұқсастық іздеп деп айтады ғой. Ұқсастық іздейді деп айтады. Сонда адамға адам көзімен қарау дегеннің өзі қазір шын мәнінде дефицит. Мен ойлаймын, бұл жерде руханияттың да қатысы бар. Адамға адам көзімен қарау дегеннің өзі, біз руханиятты көбіне бір міндетті түрде шөл кезіп, бар нәрседен баз кешіп өмір сүру деп түсінеміз да, меніңше руханият қолданбалы болу керек. Руханияттың ең бір ұстыны және тірегі адамға адам көзімен қарау. Ең әуелі. Мүмкін осы жерде біз жаңсақтық танытқаннан кейін де осындай ірі, үлкен адамзат кешірмейтін қателіктерге ұрынатын шығармыз. Жақсы. Әзірше жек көрініш тақырыбын қоя тұрайық, бірақ біз ораламыз әлі бұған. Келесі тақырып әділеттілік дейік. Мысалы, біз әрдайым әділеттілікті талап етеміз. Ал сол әділдік деген зат бұл дүниеде шынымен бар ма? Әділдік дегеніміз не? Біздің әділ деп жүргеніміз қаншалықты әділ? Тарихи әділдік жалпы әлемде бар ма? Ол орнай ма тарихи әділдік деген зат? Қалай ойлайсыздар? Саят ағай? Әділдік деген дүние
біріншіден бар. Әділдік болмаса қазіргі біздің өмір сүріп жатқан кезеңіміз мүлдем басқаша да болар ма еді деп ойлаймын. Неге? Себебі әділдіктің былай айтқанда антонимі дейміз ба, қарама-қарсы жақ бұл қиянат қой. Осы қиянат пен әділдіктің бір-бірімен қақтығысы, бір-бірімен жарысы, жаңағындай адамдардың әділдікке ұмтылуы, адамдардың таңдау еркіне берілу, әділдікті я таңдайсың ба, я қиянатты таңдайсың ба деген күнделікті өмірінде кездесіп отыру, бұл адамның өмір сүріп жатқан өмір сүру процесінде күнде кездесіп жатқан дүние. Ол бір адамның тұрғысынан алуға болады, ол кезеңмен де алуға болады. Мысалға, осы кітаптағы түрлі әділетсіздіктер, жаңағындай еңлік айтқан қазақтан қиянат көргендігін, мысалға жаңағындай сол шығармада да бар ғой, жаңағындай пәленбай жерге барайық, ол жерде де жаңа кәмпескелеп жатыр екен малды, ой жаңағындай сөйтсе бұл орыстарды жамандай бастаса, сіздің үйіңізге келген қанша орыс көрдіңіз дейді ғой, келгендер кәмпескелеп жүрген бәрі қазақ, мысалға соны жаңа жазады ғой. Әділетсіздік, аштыққа ұшырады, қолдан жасалған аштық, әділетсіздік. Бірақ енді осыншама тіпті шығармада бір жері бар керемет. Жаңа киіктің да киікке балаларын лағын ұстап нетеді ғой, сонда Сыпатай мырза жаңағындай киді ғой, бекер ұстадың бұл киіктерді. Бұл киіктің де құдайы бар дейді. Жаңа сонда кімнің Станиславтың несі бар, сөзі бар. Аштықты көріп келгеннен кейін, бастардың үйіліп жатқан, сонда қазақтың құдайы қайда дейді ғой. Анау киік екеш киіктің де құдайы бар дейді да, ал осыншама әділетсіздікпен қырылып жатқан қазақтың құдайы қайда дейді ғой. Әділетсіздік тұрды. Оның әділеттілігі дәуірлерімен алсақ, біздің тәуелсіздік қазіргі күнгі. Біздің тәуелсіздік алғанымыз бұл. Сол замандағы құрбандықтың әділдігі жаңағындай 91-ші жылы орнады. Мысалға, аяқ астынан қазақтар өзінің тәуелсіздігін алуы, мысалға, егер де ғасырлармен, кезең-кезеңмен таңдайтын болсақ, бір кездер бізге қиянаттар жасалды, әділетсіздік болды. Бірақ бір уақытта әділеттілік орнады. Өмірдің былай айтқанда заңдылығы осылай жүріп жатыр деп ойлаймын мен. Әділдік бар деп. Енді әділдік тақырыбы расымен де әділдік бар деп ойлаймыз, бар деп сенеміз, бірақ бұл жерде бір ғайыпқа, құдайға, бір ұлы болмысқа, дінге сенуші адам мен сенбейтін адамның бір екеуінің көзқарасы екі түрлі болатын сияқты. Жалпы өзі қазақтар құдайға сенетін мұсылман халық болғаннан кейін әділдікке, жалпы құдайға деген сенімдері күшті. Құдайға сенімі күшті болғаннан кейін әділдікке де сенімі күшті. Тіпті бұл өмірде әділдік болмаса да ана дүниеде әйтеуір Құдай әділдігін орнатады ғой, хақымызды әпереді ғой деп отыра береді да қазақтар. Ал енді ол Құдайға сенбейтін адам болса, ол не деген әділетсіздік мынау деп басқа жаққа бас сұғып кетіп қалуы мүмкін. Мысалы оны біз осы күнделікті өмірде де көріп жатқан шығармыз деп ойлаймын. Қазір енді жастардың арасында өте қарқынды түрде белең алған ғой, жаңағы бір атеизм дейміз ба, бір Құдайға сенбеушілік дейміз ба, Құдайға сөз жүзінде сеніп тұрса да бір іс жүзінде сенбеушілік па, әлде бір қиянат көрсе, басқа болса, бір басына қиындық түссе, немесе елдегі саяси, экономикалық ахуалды көрген кезде біз мысалы сенуші адамдар ретінде түбінде бір әділдік орнайтынына сеніп тұрамыз. Жаңағы айтқан сияқты, осы дүниеде болмаса да ана дүниеде әйтеуір Құдай есемізді қайтарып береді деп. Ал бұл нәрсеге сенімі аздар, неверующие дейді ғой, ол кісілердің жағдайы енді қиындау шығар деп ойлаймын осы мәселеге келген кезде. Енді мен өзімнің жеке автономды пікірімді айтатын болсам, көп жағдайда әділдікке сенгім келгенмен әділдіктің орнаған сәтін өте аз көрдім өмірде. Енді ол жаңағы үлкен тарихи оқиғаларды тұтас қоса алмағанда, жалпы өзімнің тәжірибемді айтып отырмын да.
бірақ иә, құдайға сенген адам да әділдікке сенгісі келеді ақ, өйткені бір тәмсіл бар ғой, ана өмірдің шындығын мына өмірдің мысалымен түсіндіруге тырыспай ақ қой деп айтады. Соған қарағанда енді әділдіктің, құдайдың бір сипаты әділ болғаннан кейін әділдіктің бар екеніне сенгің ақ келеді. Бірақ менің айтпағым басқа нәрсе. Жаңағы қиянат деген өте жақсы сөз айтылды бұл жерде. Мына бір сөз бар, зиялы болу деген қиянатқа төзбеу дейді. Қазақ негізі енді мен айналып келіп бұл бір большевиктердің қанды қолын ақтау емес менікі. Менікі бұл жерде жаңағы сергек ақылмен ең әуелі өзіме, иә, осы ұлыстың адам ретінде өзіме сұрақ қойғым келеді да. Негізі адам қазақ, оның үстіне қиянатты ең әуелі бір емес өзіне істеген халық. Тағы да сөйтіп сол бір неге алып келейін тақырыпқа. Өйткені менікі енді қазір сіздің сауалыңыздан кішкене алшақ кетуі мүмкін, десе де ол ой пікір айтылу керек деп есептеймін, рұқсат берсеңіз, иә. Өйткені мәселе жаңа құлдық сана деп айта бергім келмейді, әбден бір жауыр болған сөз. Бірақ қазақтың ең үлкен проблемасы құлдықты мәдениетке айналдырып тастады қазір менің ойымша. Өйткені мысалы мына отырған мен де, тіпті мүмкін мына отырған сіз де қазақтың осындай бір рухани мешеулігін жетістік қылып көрсететін кездер өте көп болған. Немесе қазақтың бейшаралығынан мәдениет жасайтын, жаңа аярлығынан немесе қулығынан ақылдық жасайтын қоғамды көп жағдайда қазақ сіз бен біз қолдан құрып қойдық. Мысалы енді жемқорлық, жұмысқа таныс арқылы кіру, грантты міне алып тұрған баланың табанастын алып кете салу дегеннің барлығы түбі осы қиянат қой. Біз бұны бір өзіміздің мәдениетіміздің бөлшегі ретінде алып алдық. Құлдық сананы қазақша сөйлемеуді мәдениет қылу. Қазақты жолы деген сияқты. Мен мәдениеттілік көрінемін деген өте топас тая түсініктің өзі құлдық сананы мәдениет қылып алғанымыздың көрінісі. Тіпті кей жағдайда үнсіздік пен қорқақтықты да бір ұлттық мінезге айналдырып алдық деп ойлаймын мен. Өйткені қазіргі жаңа буынды білмедім ақ, мен дегенмен 96 жылы өмірге келгеннен кейін менің замандастарымның басым көпшілігі үнсіз және қорқақтар. Соған қарағанда мен ойлаймын, бұл жердегі ең басты қатер біздің мына құлдық сананы, рухани мешеулікті мәдениет, парасат және айғакерлік, ақылдылық деп түсінуімізде. Бұл енді бір қарағанда не жайлы айтып отыр деп түсінуіңіз мүмкін, оны повсеместно қоғамның әр саласына байқауға болады. Тіпті мен мысалы медиа саласында жұмыс істеген күннің өзінде кей жағдайда бізде енді цензура деген жоқ емес бар. Емін-еркін көсіліп тақырыпты адами тұрғыда, кәсіби тұрғыда жазайын десең, саған мұрша мемлекеттер өте көп болады. Бұл енді қиянат демей немене? Қиянат. Соған қарағанда қиянатты мәдениетке айналдырып алмау керек деп айтқым келіп отыр. Ал түптің түбінде жаңағы әдет дегеннің бәрі осыдан басталады. Яғни өзіңе қиянат жасамауды үйренші. Қазақ баласы. Рахмет. Сол кезде әділет орнайды ғой. Бірінші өзіңе әділ болып үйрен. Иә. Әділеттілік бар ғой онда. Егер де ол орнауы мүмкін болса. Иә. Адамның қолында болып тұр ғой шында. Құдайдың өзі сол бір нені пәрменді адамның өзі тапсырды. Адамға беріп қойған. Иә. Қазір қоғамдағы мәселелер солай, ол көп дүниені біз өзімізге шындығында да мәдениетке айналдырып. Мысалы қазақ жалқау деген сөзді біз өзімізге мәдениет. Қазаққа жау деген ол қазақ жау деген бәрін сондай дүниелерді біздің өзіміздің қазақ тілінде балаларымызды оқыту. Мысалға былтырғы статистика бойынша қазақтың саны 70%. 70% деген ол бір ұлтты мемлекетпіз деген сөз. Ал ешқай жерде айтылмайды. Ал біздің процентке шаққан уақытта орыс мектептерінде біздің қазақтың балалары ғана толтырып отыр. Мысалға. Немесе қосып өтсем, мындай бір мәселе бар да, айталық жаңа қазаққа жау дегеннен шығады. Кеше енді осы тақырыпты қаузағаннан кейін ұлтсыздана ұран деген мағауин үлкен бір мақалалар жинағы дейміз ба, иә, еңбегі бар. Соны қопарып отырмын да, сонда кешіріңіздер, мен ол жайында білген жоқпын. Тағы айтайын, кішкене сәл басқа заманның адам болғаннан кейін мен ол уақытты жаңа көрген жоқпын. Сонда мысалы біз білетін белді басылым, қазір аттарын атамай қояйын, басылымдардың өзінде қазаққа жау деген тақырыпта мақала жазылсын, оқу бағдарламасына енгізілсін деген пәрмен берілген екен үкіметтің тарапынан. Сонда енді бұл қиянат немене? Немесе мысалы біз тілді немесе тілді мысалы коммуникация құралы деп қана тая түсінеміз, иә? Ол да бар, дұрыс. Бірақ бір жағынан Ықылас Ожай деген ағам айтпақшы, тіл деген экожүйе, тағдыр. Енді осы тілге жақын ежеттес болатын сала бар ғой, өнер саласы. Оның ішінде айтыскерлер, күйшілер, дәстүрлі әншілер, яғни саяси корпус үшін осы маман иелерінің қадірі қаншалықты төмен болса, мемлекет ішінде қадірі сонша төмен болып тұр ғой. Егер біз тілді жүйе, тағдыр есебінде көрмейтін болсақ, сонда енді бұл да қиянат немене? Жалпы алғанда, соған қарағанда мынау
отаршылдықтың зардабы мен ұққаннан да өте терең екен. Әлі де ұғуға тырысамын, бірақ оққан сайын жаным шын мәнінде түршігеді. Сосын мысалы еркін ойлау деген нәрсе бар ғой осының аясында. Мен тіпті еркін ойлау керек деп қазір айтайын десем, менің тарапымнан өтірік болар. Өйткені еркін ойлау деген ол қалай ойлау, мен білмеймін. Өйткені мені тәрбиелеген, мені оқытқан жүйе, менің айналам шынтуайтына келгенде сол советтік жүйенің тәрбиесін көрген. Ана шашының әр пұшпағына дейін қызыл немесе жығып кеткен. Сол тәрбиені көргеннен мен еркін ойлай, ерікті адаммын деп айтуда меніңше менің тарапымнан өтірік болар еді. Бұл жерде тарихшы ретінде айтып кетсем, мысалы бізде тарихта цикл деген мәселе бар. Ол қазақта да бар, қазақтың сөздерінде 50 жылда ел жаңа деген, 100 жылда қазан дейді. 50 жылда ел жаңа деген, осы 50 жылда бұрынғы өмір сүрген совет үкіметінің адамдары болсын, қай болсын, жаңағыдай қызыл жұққан ба, не жұққан, ол жұққан, бәрі 50 жылдың ішінде өзі тоқтайды өмір сүру. Сосын ол басқа бір кезеңге айналады. Яғни одан кейінгі келген ұрпақтың қолына өтеді деген сөз ғой. Біз әлі тәуелсіздік алғалы 50 жылымыз өткен жоқ. Біз әлі тарихи циклдан өткен жоқпыз. Біз былай айтқанда әлі күнге дейін өтпелі кезеңде өмір сүріп келе жатырмыз. Сондықтан біздегі бұрынғы кезеңдегі идеологияның әсері әлі күнге дейін қандай болғымыз келеді, біздің әдетті қоғамда біз былай өмір сүруіміз керек деген біздің идеяларымыз бар ғой, солармен қайта-қайта қақтыса беретін ол заңдылық. Себебі әлі ұрпақ ауысып біткен жоқ бұл жерде. Сондықтан былай айтқанда әділдік орнауға әлі алда. Орнайды әлі. Үміттенеміз. Ал менде осы тұста бір қосымша сұрақ бар. Жалпы сіз жаңа жақсы айттыңыз, тарих циклдардан тұрады деп. Құранда да бар ғой негізі, біз тарих дөңгелегін ұлыстар мен рулар ұлттардың арасында айналдырамыз деп. Бұған дейін жалпы мына 10-шы ғасыр, 12-ші ғасырдан бастап түрік өркениеті белең алды. Кәдімгідей олар дамып, сол уақыттағы бүкіл Евразия жерін барлығын жаулап, өзінің билігін жүргізді. Ол кезде шынымен түрік бір үлкен бір өркениетке айналды. Сол кезде қазіргі мына теріскейдегі көршілеріміз әлі де орманнан шықпай өзінің бір нәрселерімен айналысып жүрген негізі. Ал енді қазір тарихтың дөңгелегі айналды. Жалпы бұл негізі 17-ші ғасырда басталды дейді. Түрік өркениеті құлдырап, ыдырап бастады. Басқа біреулер дами бастады мысалы. Сол кезде мына түрік өркениеті толықтай ыдырап, қазіргі соның бір кіріптар халге түсіп, соның бір бөлшегі ретінде мына қазақ бармыз, міне біз отырмыз. Ал енді қазіргі біздің мына күйіміз ол сол тарихи әділдікке жата ма? Бұған дейін де мысалы біз қанша ғасырлар бойы түрік өркениеті кезінде билік жүргізіп, қазір тарихи әділдік бойынша біздің де осындай бір мүшкіл халге түсетін уақытымыз жетті деген сияқты. Себебі айналды ғой тарихи дөңгелек мысалы. Бұл да сонда бір әділдіктің бөлшегі ғой. Қалай ойлайсыздар? Енді олай да айтуға болатын шығар. Әркім әр қырынан түсе береді ғой. Міне мынандай оқиғалар болды да, соның кесірінен осындай мүшкіл халде отырмыз. Немесе мынандай келеңсіз оқиғалар болған себебінен біз бүгін әйтеуір Құдайдың жәрдемімен тәуелсіздігімізді алып отырмыз деп. Ол контекстке қай жағынан келесің, сол жағынан жауап бере беруге болады деп ойлаймын бұған. Бірақ енді жаңа бір өтпелі кезеңде тұрмыз деп айтты ғой, Саят аға жақсы айтты. Бір жағынан жаңағы бұған дейінгі совет үкіметінің тәрбиесі, сіңірген менталитеті сол тұрса, бір ол арттан келе жатқан бір дүние болса, алдымыздан мына жалпы жаһандану, интернеттің дамып кетуі, жасанды интеллекттің дамуы, әлеуметтік желілердің, жалпы қазіргі жас буынның телефонға телміріп отырып қалуы, соның бәрі бір екі жақтан келіп қысып тұрған сияқты бір сезім қалдырады менде. Яғни бұрынға қарасаң мына совет үкіметінің жағы шылауы, алдыға қарасаң мына өркениет демей-ақ қояйық, технологиялық дамыған осындай бір интернеттің заманы келіп бір екі жақтан қыспаққа алып тұрған сияқты бір күйде қалдырады мені. Енді алда қалай болатыны, басқа болатыны бір Құдайға аян. Өзі ертеңгі күн әманда белгісіз болып тұрады ғой. Сол белгісіздігімен де қызық болып тұрады. Бірақ
ертеңді тудыратын ол сіздер мен біздер. Сол себепті осы жерде осы алқа әдеби мәдени клубын, жалпы астар подкастты бір мақтап кетейін ба, әлде бір ісінің бір дұрыс оңды іс болып жатқанын айтып кетейін ба, яғни ертеңгі күні жас буынның жаңағы көзі ашық, көкірегі ояу, өзіміздің тарихымызды, мәдениетімізді, әрі өзіміздің салтымызды жатсынбайтын, бөтенсінбейтін, яғни тарихи әділдікті қайтадан алып келіп, қайтадан бізді сондай бір дамыған өркениетті қоғамға айналдыратын сондай бір буынның келуіне бір жәрдемші дейміз ба, бағанағы басында өзің айтқандай қарлығаштың қанатымен су сепкендей аз ғана болсын бір пайдасын тигізетін дүниелер деп ойлаймын осы подкасттарды да, осы әдеби мәдени клубтарды да. Сол себепті осындай талқыларда шама келгенше көбей берген дұрыс деп та ойлаймын. Біз енді көбі қынжылтатын мәселе, біз тәуелсіздік алғаннан кейін экономикалық, саяси тұрғыдан экономикалық да, саяси да, мәдени тұрғыдан дамымай қалғанымыз деген мәселе көп қынжылтады ғой. Былай айналып келген уақытта қоғамды да, қай-қайсында. Ал енді жалпылама алған уақытта бұл жаңағындай дөңгелек кезектесе бір кездері біз біреулердің тәуелсіздігін басып алдық, жаңағындай өзімізге, кейін олар бізді, сосын қайтадан өзіміздің тәуелсіздігімізді қолға алдық деген нәрсемен келіп тұр ғой. Жаңа Санжардың айтқаны мен солай ұғып тұрмын. Алтын Орданың кезінде көршілері болсын, біздің бодан болды, одан кейін 300 жыл біз бодан болдық, содан кейін өзіміздің тәуелсіздік алдық деген. Алсақ та қазір де әлі бір бодандықтың белгілерін жоя алмай жатырмыз. Әлі де сол бір халден шыға алмай жатырмыз. Ол жаңа еңліктің де айтып кеткен мәселесі, біздің санада әлі құлдық, сананың деколонизациясы әлі толық жүрген жоқ бізде. Біз әлі жаңа циклдарды өткен жоқпыз. Ескі сол заманда тәрбиеленген адамдардың әлі де былай айтқанда қолдарында биліктің бар болуы, сол заманның адамдары әлі кеткен жоқ қой, мысалы әлі отыр ғой біздің. Сондықтан да бұл процесс бірден бола салмайтын процесс. Бізде қалай? Біз міне тәуелсіздік алдық, болды, бізге былай болу керек деген. Ал ол тәуелсіздік алған уақытта да біз қаншама жаңағындай қиыншылықтан өттік. Кадр, мысалға, кадрлардың жоқтығы, мысалға, ақшаның жоқтығы, 90 жылдарда қиыншылықтар, мысалға. Ал 30 жылдағы қазір бізді қиыншылтып тұрған мәселелер не? Бұл жерде жеке адамдардың адами фактордың ойнап кеткендігі, жеке адамдардың құлқынның тоймай қойғандығы біздерді қынжылтатын мәселе сол ғой. Сосын біз тек сол мәселелерді ғана көріп, сонымен баға береміз да, бұл жерде әділетсіздік болды 30 жылда. Әділетсіздік болды 30 жылда. Бірақ жалпылама алған уақытта Совет үкіметінде біз тілден айырылдық па? Тілден айырылдық. Қазақ мектептері жабылды ма? Жабылды. Біз дін ұстанған жоқпыз ба? Ұстанған жоқпыз. Бізде атеизм болды ма? Қазір бізде тіл ұстана ма? Тіліміз бар. Мемлекеттік тіл деп жарияладық. Дін ұстаған келе ме? Дін ұстай бер. Қандай тіл ұстаны? Жаңағы сатанаға сенем десең де, сатанист болам десең де, жаңағыдай атеист болам десең де, мұсылман болам десең де, еркіңде. Біздің мысалға қазақ мектептері көбейіп келе жатыр ма? Көбейіп келе жатыр. Мысалы мен университетте жұмыс жасаймын, 70-80% қазақ тілді топтар бізде, мысалға, университетте. Мен сол топтарға, мысалға, қарап, қазіргі болашаққа сенімім жоғары деп айта аламын мен. Университеттерде жоғарғы білім алып жатқан студенттердің саны 80%-ға дейін жетеді топтардың. Бізде қазір қала мектептерінде орыс тіл пәнін мұғалім табу қиындап кетті. Орыс тіл пәнінің мұғалімдерін табу қиын қазір. Қазақ тілі әдебиет мұғалімдерінде ешқандай проблема жоқ. Жеткілікті, көп. Жаңағындай вакантный орын жариялай ма, 30-20 адам барып тұрады қазақ тілі әдебиет мұғалімі. Орыс тілін жариялай ма, мұғалім таппайды қазір. Әрі
болашаққа үмітпен сеніммен деген мәселе өзі күні кеше ғана президентіміз құрылтайында дұрыс білімі технологиясы жақсы бірақ тәрбиесіз болмайды деп айтып кетті ғой. Соның өзі бір бағанағы тарихи әділдік дейміз ба, сол бір цикл дейміз ба, сол бір жаңару дейміз ба, соның бір нышаны шығар деп ойлаймын. Себебі мына ұлттық тәрбиесіз бәрібір де болмайды ғой. Болмайды. Дәл қазір енді бір шамадан тыс еркіндік беріліп жатқан заман болып жатыр, бірақ баяғы құлдық санадан ажырамаған сол бір буынның балалары ғой, енді сол буынның балаларымыз ғой біз айтқан кезде. Сол ұрпаққа келіп мына еркіндікті сау етіп берген кезде не істерін білмей жаңағы ойнай екенін істеп кетті. Мысалы әлеуметтік желі болсын, басқа болсын, бәрі сау етіп жан жақтан келген кезде шашылып қалып айтқан кезде. Енді бұл тәрбие мәселесін қолға алған кезде осы бір еркіндік деген нәрсені біз қалай пайдаланамыз деген мәселе осы тәрбиемен балаға беріледі деп ойлаймын. Сол себепті болашаққа үмітіміз жалпы зор, менің де зор. Шашылған жаңағы санамызды жинақтауға да уақыт керек деп тұрсыз. Жақсы, рахмет. Ал енді келесі сұрақ. Ал мен мына шығарманың бір бөлігін оқып бергім келіп тұр сіздерге. Бұл Стамбектің айтқан сөзі. Жалпы тарихтың ең тұрпайы қиын кезеңдерінде ең қатал заңсыз патшалықтардың өзінде қарақшылық пен тонаушылық ізгі қасиет ретінде мадақталмап еді. Совет орнатқан жаппай теңдіктің арқасында адамзат ғұрпындағы ғасырлар бойы қалыптасқан игі ұғымдардың бәрі теріске шығып, қасиет атаулы аяққа басылды. Кез келген дәуірде, кез келген ұлыс мемлекетте, тіпті дамудың әуелгі деңгейіндегі жабайы тайпалардың өзінде ең төменгі сатыда тұруға тиіс, еңбекке қыры жоқ, ұяттан ада, кісіліктен мақұрым, жиренішті әрі бұралқы пенделер ел билеуге, жұрт тағдырын шешуге, адамды бір жола аздыруға кірісті. Сөйтіп бір халықты, бір мемлекетті емес, жарты әлемді қанға, қасіретке бөктіріп, жаһаннамға жол ашты. Көп ұзамай-ақ жер үстінде тозақ орнады. О дүниеден айырмасы дию пері жаққан бұл тамыққа игілер мен ізгілер, адалдар мен абзалдар түсуге тиіс еді. Деп Стамбек бұл кеңес одағын, кеңес үкіметін осылай сынап тұр, сипаттап тұр. Осы туралы әңгіме қозғайықшы. Ол жерде әңгіме ақиқатты жоқ. Бұл жерде басында отаршылдыққа автордың берген бағасы өтқаным сол ғой. Отаршылдықта ізгілік деп жариялауында осы негізгі подтекст тұрған. Яғни андай бардан алып жоққа берді де, өзінің адал еңбегімен, ақыл парасатымен тапқан жаңағы дәулеттілердің барлығы халық жолы болып шықты. Аналар езгінші жаңағы жұмыштап қалпында қалып қойды да, өтірік бір жаңа теңдікті орнатамыз енді өтірік жалаумен отаршылдықты осындай бір бақыттың кілті, ізгіліктің, игіліктің жолы деп солай жариялады. Және соған тіпті кей халық сеніп те қалды. Мысалы мен үшін шыны керек, мен бұрын соңды жаңа Кампескілеуді осы жағынан тарқатып көрмеген екенмін. Мен отаршылдықты игілік деп қалай жариялауға болады деп ойлайсың ғой әуелде. Бірақ шығарманы оқыған кезде шын мәнінде осының барлығы шебер саясатпен жүргізілгендігі, адамның жаңағы оқыста санаңа кәдімгідей сіңіп кететіндігі енді таңғалдыратын нәрсе. Толық келісемін. Негізі мен бұл тақырыпты қозғағаным да себебі осы. Себебі қазіргі таңда да мына совет заманын аңсайтын, соны бір сағынышпен еске алатын адамдар өте көп қоғамда. Ал мына шығарма негізінен кеңес үкіметінің жаңадасын шығарған шығарма деп айтады. Сондықтан қазіргі осы мен көрермендерге айтқым келеді, осы бір кеңес одағын ностальгиямен еске алатын адамдарға қалай мынаны түсіндіруге болады? Мен жаным ауырады осылай мақтаған кезде. Мына жерде қоғамда совет үкіметін мақтайтын жаңағындай топтарда большевизмді аңсайтын, совет үкіметін аңсайтын адамдарда мынандай бір мәселе бар. Енді жаңағындай үлкен бір жетістікке жету үшін өзінің құрбандықтары болады ғой. Енді ана алаштықтар болсын, жаңағындай біздің 3,5 миллион халқымыз аштықтан қырылу, бұлар құрбандық, жаңағындай жақсы жолға жету. Ал енді біз мысалға Брежневтің кезінде қалай өмір сүрдік, біз жаңағындай Андроповтың кезінде қалай өмір сүрдік, бәрі болды ғой бізде деген сияқты дүниелер айтады. Олар кеңес үкіметі бізге жаңа заводтар салды ғой, бізге мектеп салды ғой, біздің көзімізді ашты ғой, оқыды ғой дейді да. Мысалға сондай бір нелерді алға тартады. Жаңағыдай мессендж дейміз ба, нелерді, осындай дүниелерді алға тартады. Енді қарасақ,
кеңес үкіметінің шындығында да көптеген қалалар салынды, көптеген өндірістер ашылды, зауыттар ашылды, көптеген мектептер ашылды, дұрыс ашылды оның барлығы. Енді бірақ оларға сұрақ мынандай да, егер де кеңес үкіметі орнамай біздің алаш үкіметі автономия алып кетсе, біз сонда сол уақыттарда мысалға Брежневтің кезінде 60-шы жылдарда әлі күнге дейін есек арбамен жүрер ме едік? Әлі күнге дейін сонда сол уақыттарда біз әлі жаңағыдай есігі жабылмайтын қораларда сабақ оқып отырар ма едік жерде деген мәселе. Сонда бүкіл адамзат мемлекеттер дамып жатқанда біз әлі күнге дейін атпен жаңа көрші ауылға кетіп бара жатар ма едік? Жоқ, әлде біздің астымызда машинамен біз де кетіп бара жатар ма едік сол уақытта? Сонда заман бүкіл мемлекеттегі даму, өндіріс дамуы дамып жатады да, ал қазаққа келген уақытта ол тоқтап қалу керек пе еді? Ол олай болуы мүмкін емес қой, мысалы айналып келгенде. Егер де біз сол кездің 20-шы жылдарда, 17-ші жылдардағы біз өзіміздің автономиямызды алып, Ленин мен Сталин бізді алдап кетпеген уақытта, бізде өркениетті мемлекеттердің қатарынан ешбір қалыспас деп ойлаймын. Себебі алаш үкіметінің алға қойған бағдарламалары сол кездегі әлемдік озық саяси жаңағындай идеяларға негізделген бағдарламалар болатын. Егер де олардың жүзеге асқан уақытта біз ешкімнен қалыспас едік деп ойлаймын. Сондықтан да бұл жердегі Мағауиннің да ашына айтатыны осы мәселе. Жаңағындай былай айтқанда бір әлеуметтік желіде көрген, бұрын дейді да әлемді ақылдылар билейтін дейді. Сосын әділдік орнатты дейді да, ақымақтарды билейтін дейді да ақылдылар. Сосын әділдік орнатты дейді. Енді ақымақтар ақылдыларды билейді дейді. Орын ауыстырды. Дәл бүгінгі күнімізге алып келіп салатын болсам, бұл контекстті бүгінгі күнге де дәл келетін сияқты айтып отқан мәселесі. Себебі біз тәуелсіздік алған, бұл шығарма өзі тәуелсіздік алғаннан кейін шықты ма? 91-ші жылы шықты. 89-да жазылды ау деймін. Жазылғаны, жарияланғаны 90-шы жылда. Бұл Мағауиннің да бір болашаққа деген бір білмеймін, бір көрегендігі шығар, бәлкім әулиелігі де шығар деп ойлаймын. Себебі бізде тәуелсіздік алғаннан кейін ол бағана айтқан кадр тапшылығы, маманның жоқтығы, сол кезде билікті кім басқарды? Бұрынғы совет үкіметінен бері келе жатқан адамдар солардың қолында қалды. Яғни сол идеямен ауыратын, сол идеяны әбден сүйегінен өткізіп кемігіне дейін жұқтырып жіберген сондай адамдар келді дағыны. Сол күйі бөлек тәуелсіз мемлекет демесең, сол жүйе сол күйі тұра берді айтқан кезде. Сол себепті біздің 30 жыл елді билеген, енді сәл саясатты айтып кетуге тура келіп тұр. 30 жыл елді билеген елбасын шамадан тыс қатты мақтап баратқан кезде айтам әдетте, енді айтады да, ойбай, соның арқасында біз мемлекетіміз жаңағы шекарамыз орнады, соның арқасында өзіміздің елтаңбамыз бар, туымыз бар, әнұрымыз. Айтам, сонда оның орнына басқа адам келсе, мемлекеттің шекарасы бекітілмей ма? Басқа адам келсе, әнұраның болмай ма? Қандай адам келсе де, ол бөлек мемлекет болғаннан кейін сен шекараң болады. Атрибуттар қабылданады. Бүкіл нәрселер тұрады да, ол сөйтіп. Дәл сол адам келіп, дәл сол адам бекітті дегенмен келіспеймін, мысалы. Сол себепті бұл жерде Мағауиннің да айтып отқаны, мемлекетті билемеу керек адамдар билеп кетті дағыны, ал нағыз мемлекетті билеу керек адамдар сыртқа шығып қалды ғой. Айтқан кезде. Сайт аға, мен бір сауалым бар. Осы 30-дан Уран оқыған кезде, негізі мазмұны бойынша Мағауин былай келтіреді ғой, тарих бойынша солай. Енді бүкіл жаңағы одақтас республикалар өзі тәуелсіздігін алып бөлек ел болып кеткеннен кейін ең соңында Қазақстан қалды. Қазақстанның өзі, негізі өз ырқымен шығамыз демеген, Ресейдің өзі Қазақстаннан бөлініп кетті. Сонда тарихи Позор. Тарихи жағдайдың өзі өте қолайлы болғанда. Мысалы мен соны оқыған кезде мен үшін триггер болды. Өйткені сонда соншалықты ықтиярынан шығып енді Ресейдің өзі сенен бөлініп кететіндей, одан кейін тарихи оңтайлы жағдай туған кезде біз тәуелсіздігімізді алдық деп айтудың өзі, біз енді оны осы уақытқа ерлікке алып келдік қой, енді 86 жылғы көтерілісті қоспағанда ол байғыз көтеріліске де саяси баға берілген жоқ.
жағдай шын мәнінде солай болған ба сонда? Солай. Ресейдің өз қаласында біз бөлініп кетеді де? Ресей бізден бұрын бөлініп кетеді тәуелсіздік. Біз өзіміз әйтеуір қаламыз. Біз Қалғаннан сосын кейін амал өзіміз жоқ. қалдық. сосын Қалада қарасақ, қалықтап қалғанбыз ғой ешкім- сонда. жаңа 15 мемлекет ешкім жоқ. Біз Иә. өзіміз отырмыз. Біз жаңағындай КССРмыз. Жаңа неге РФСФР-дің құрамына кірмейміз. Жаңағындай Ресей бөлінген уақытта ол өзі бөлінді да, біз СССР болғаннан кейін біз өзіміз қалып қойдық. Сосын енді амал жоқ. Бәрі кетіп қалғаннан кейін жаңағындай тәуелсіздігіміз жарияладық, енді басқа амал жоқ та. Жаңағы Бегелер кетсе ел қалар деген. иә, коммунизм идеясын аңсайтын сағынатын адам деп отырсыздар ғой, мысалы, иә, шын мәнінде ондай ата Ал әжелер Қазақстан кеңес үкіметін сақтап қалу шылардың Мүдделі сақтап болды ғой. қалайық дегендердің ішінде мүдделі болған осы біздің басшыларымыз болды сол кезде. ал керек болса. Иә. Әлі күнге дейін басшылық тарапта сондай адамдар әлі күнге дейін отыр деп те айтуға болады белгілі бір Мүмкін. деңгейде. Енді мүмкін сол адамдардың отырғанынан шығар қазір. Шықпаймыз ғой. Иә, Қандай қазір біз осы бір ішінде. тарихи әділдікті ашық айта алмай жатырмыз да. Мына тарихқа өз бағасын бере алмай жатырмыз. Мысалы Мұхтар Мағауин бұл кітабында шынымен кеңес үкіметінің жаназасын шығарған шығар. Бірақ енді қазіргі тәуелсіз Қазақстан қоғамында біз қашан бір ашық айта аламыз да. Біз де неге бәріміз жиналып бүкіл қазақ халық болып осы болмаған бір білмеймін біздің қазақ тарихы үшін ең бір оңбаған заманның жаназасын қашан шығарамыз біз? Қашан біз ашық айтамыз осының барлығын? Міне, тамаша ой. Рұқсат болса тағы бір ойды қосып жіберсем. Қосып жіберіңіз. Былай ғой. Біз енді жаңағы қазақ керемет ұлт болған, ұлыс болған дегеннен азаттықтың одан мағынасы мәні ашылмайтын, ұқтық мазмұны ашылмайтын. Мәселе мында да жаңағы айтып отырмыз ғой, цикл болады тарихта деп, иә. Кеше мысалы осы тақырыпта ізденіп отырып бір мақаланы көзім шалып қалды. Сонда мысалы айтады, цикл буын болады дейді, оның цифры жылдар өзгеруі мүмкін, бірақ өмірлік мазмұн, тарихи мазмұн өзгермейді дейді. Қай жағдайда өзгереді? Тарихтан, жасаған қателіктен сабақ алған жағдайда. Менің ойымша көбіне біздің тарихқа танымдық тұрғыдан дұрыс сараптама анализ жасалмаған, біз қателіктен сабақ алмаған халық сияқтымыз. Қателіктен сабақ алмағаннан кейін де жаңағыдай коммунизмді аңсап отыратын жұртшылық бар. Ана бір сөз бар ғой қазақта. Білгенді мылжың жеңет, мылжыңды қылжың жеңет, қылжыңды езген жеңет, езгенді құдайдан безген жеңет дейді. Сонда енді өзінің ұлттық түсінігіне жұмыс істей алмаған, өзінің ұлттық түсінігіне қызмет ете алмаған адамнан осындай сөз шығады. Сонда мәселе бұл жерде мен өзімді қазақ ретінде тану үшін менің тарихым дұрыс болу керек. Тарих қате болса таным қате болады. Ал біз анализ жасамағаннан кейін, тиісті деңгейде сабақ алынбағаннан кейін, менің ойымша бір орға қайта басатынбыз сол. Өйткені кей жағдайда Мағауиннің өзі, қазір жағдай оңалған шығар, Мағауиннің өзі ұлттан ұранды айтады. Қазір қазақтың тәуелсіздігі формальды тәуелсіздік дейді. Аты бар да мазмұны жоқ. Формасына қызмет ету бар да мазмұны қызмет ету жоқ. Қазір енді жағдай біршама оңалып дегім ақ келеді, өйткені мен де байқаймын, қазақ тілін қолдану аясында құдайға шүкір кеңіді, тағысын тағы деген сияқты. Бірақ дегенмен қашан біз жаңа сіз айтпақшы шын мәнінде тарихты жаңағы ежіктеп отырып, жаңағы қателіктерімізді ала отырып, содан сабақ аламыз. Енді бұл істі істейтін ғалымдар ғой әдетте. Бұл ғалымдардың еншісіндегі іс. Ал бізде қалай Назарбаевтың дәуірінде ғылым академиясын былай айтқан кезде қоңыз тергізіп жүрді. Яғни ең төменгі жалақы кімде? Тіпті жауып тастады. Ғалымдарды жауып тастады. Ғылым академия жауып тастады. Ғалымдар деген ең төменгі сословие болып қалды. Кейін қайта қырып ойыншық ғалымдар шақырып алды ғой. Иә, қолдан өзін мақтап, бірақ өзін ол ұлықтап. академия болған жоқ. Академия статусы болған жоқ. Ол кезде академия дұрыс. Яғни осымен айналысатын ғалымдардың бәрін басып жаңа шешіп тастағаннан кейін әрине бұл іс жүзеге аспай қалады. Енді әйтеуір қазір қайтадан ғылым академиясы ашып, қайтадан оңалып, қайтадан ақша бөлініп, қазір өте жақсы жұмыс істеп келе жатыр деп естідім мен, рас өтірігін. Егер осы деңгеймен, осы қалыппен жүре беретін болса, бұның бәрі қайтадан бетіне қалқып шығады деп ойлаймын. Себебі өзі ғалым адам деген қандай адам? Ғалым адам деген бағанағы ғылымның, академиялық ғылымның күшімен қоғамда орныққан надан, топас, сондай бір идеяларды, одан кейін қате көзқарастарды, қате ұғымдарды бәрін
ғылымның күшімен талқандап сындырып отыратын адамдар ғой ғалымдар деген. Ал бізде өзі Қазақстанға сырттан небір діни ағымдардың кіріп кететіні, небір радикализмнің еніп кететіні бәрі айналып келген кезде соның бәрін реттеп жүйелеп сындыратын жерін сындырып отыратын ғалымдардың бәрін тентіретіп жібергеннен кейін ондай істелмей қалды. Сол себепті бүгінгі күні жетіп отқан мүшкіл халіміз соның себебі. Айтады ғой, мемлекет деген бір ағза деп алсақ, ал ғалымдар сол ағзаның ішіндегі бір микробтарды дер кезінде тауып, оларды жаңағыдай жойып отыратын бір сканер деп айтады негізі. Дәл солай. Мемлекеттің иммунитеті деуге де болады. Олай болмаған жағдайда тұтас ұлтты вирус жеп қояды кәдімгі жан-жақтан. Керемет. Еңлік пен Айболаттың Нұрболаттың сөздеріне байланысты қосылғым келіп отырған мына тарих ғылымына байланысты жүрегіме жақын, жаңа ішімді тырмалайтын тақырыптардың бірі ғой. Жалпы тарих ғылымы ретінде бірінші қай уақытта пайда болды деген сұрақ туындау керек. Ғылым ретінде. Тарихтың өзі емес, ғылым ретінде. Бұл Совет үкіметінің кезінде. Совет үкіметінің кезінде пайда болған ғылым, ол жаңағыдай 20-30 жылдарда ол кімнің көзқарасымен жазылды ол уақытта? Біз тәуелсіздік алғанша дейін. Мысалы, ол Совет үкіметінің, Кеңес үкіметінің көзқарасымен жазылды. Ал біз тәуелсіздік алғаннан кейін, әрине біз өзіміздің тәуелсіз тарихымызды жазуға әлі күнге дейін үлкен талпыныстар жасалып келе жатыр. Бірақ қанша дегенмен ғылым, тарих ғылымы әр уақытта мемлекеттің бақылауында болатын ғылымдардың бірі. Не себептен? Себебі тарих ғылымы сияқты басқа ешқандай ғылымдар адамның былай өткен айтқанда іштегі бұрынғы архаикалық, бұрынғы рухты оятып жіберетін бірден бір күш осы тарих ғылымы. Ондай затты дін де көтере алмайды. Айналып келгенде адамның рухын сондай деңгейге көтеріп жіберуге. Басқа ғылымдарды мен айтпағанда, мысалы қазір біздің руханиятты іздегенде, рухты іздегенде діннен іздей бастайды ғой. Бірақ одан күшті күш бұл тарих. Сондықтан да тарих әр уақытта мемлекеттің бақылауында болатын ғылымдардың бірі. Мемлекет өз бақытта отырады. Пәленбай жаңағы жариялайды, сен мынаны зертте деп кәдімгі мемлекет идеологияға тікелей қатысты. Совет үкіметінің кезінде басшылық орындарға тарихшылар баратын болған. Себебі тарихшылар ол үлкен идеологтар болған. Бұл жаңағындай идеологиясы сондай Кеңес үкіметінде халықтың жаңағындай баладан үлкенге дейін Кеңес үкіметінің идеологиясында себебі үлкен идеологиялық машина жұмыс жасады. Оның бас жағында тарихшылар отырды көп. Бүгінгі күнгі жаңағындай біздің үлкен бір кемші тұсымыз осы мынау өткен 30 жылдың ішінде біз ғылымның өркендеуіне қатты көңіл бөлмегендігімізде. Оның ішінде барлық ғылымдарды айтуға болады. Және тарихта өкінішке солардың қатарында тұрды да. Сондықтан біздің тарихтан біз оқымыз келетін, тарихта кейде таппай жататынбызды. Біз әлі күнге дейін тұлғаларды толық ашып біткен жоқпыз ғой. Мысалы, қаншама тұғыры биік тұлғаларымыз өте көп шыққан. Мына 20-шы ғасырда өмір сүрді. Бірақ ғасыр өтті. Соның өзін біз әлі күнге дейін толық зерттеп шығарғанымыз жоқ. Саятға бұндай сұрақ, негізі шынайы тарих идеологияның құралы болмау керек қой, Шынайы тарих деген бұл объективті тарих болу керек. Біздегі кейде біз объективті тарих бере алмаймыз, себебі ол біздің менталитетке қайшы келетін тұстар бар. Біз кейбір мысалға тұлғаларға объективті баға бере алмаймыз. Себебі оның пендешілігі шығып болады объективті пікір бере бастасақ. Сосын біз оны идеал тұлға қылып шығарамыз мысалға. Батыста ол басқаша. Ал мысалы айталық, тарихта идеологияның құралына айналдыру, немесе оны объективті тарих ретінде жаңа берсе осындай мәселелер туындауы мүмкін деп отырсыз ғой. Ол адамның еркіне қол сұғу болып есептелмей ме?
бұл тарих қой біріншіден. Бізге тарих жаңа айтқандай бізге не үшін керек деп айтамыз. Ойбай, өткеннен сабақ алу үшін керек, бізге тарих деген көп дүние бар ғой. Ол өткеннен сабақты мысалға топ-топпен, партиямен жүріп сабақ алмайды. Өткеннен сабақ алады жеке адам ғана сабақ алады. Жеке адамдар алады сабақ. Жаңағыдай қателіктерді. Солар бойына сіңіреді. Мынандай қате болған тарихта, мен сондай қате жасамауым керек. Саған мен өзім студенттерім айтамын, сендер тарихшы студенттерге, сендер соттың рөлін алмаңдар, мойындарыңа. Біздің тарихшылардың кейде бір мәселеге соттың рөлін алып пікір білдіріп, соған осы жаман, мынау жақсы деген нәрсені бөліп тастайды. Мысалға менің өзім пікірім, тарихшы объективті тарих береді, оқыған адам, жаңағы үлгі алғысы келетін, сабақ алғысы келетін адам, соның жақсы жаманын көру керек. Сол жерден ол сабақ алу керек. Мынандай нәрсе жасамау керек қой, мынандай нәрсе қателік болған екен, мына кісінің өмірінде мынандай дүние болған екен деген нәрсені, бірақ оны жеке адам өзі алады. Яғни тарихты оқыған уақытта жеке адам өзі іздену керек. Жеке адам ізденеді. Оны топ-топпен ізделіп, жаңағындай ойбай, пәленбай адам отырып алып, мынандай қате кетіп, бүйтейік, сөйтейік деген. Әрбір адамның өзі субъективті пікірлері болады ғой. Сондықтан әрбір оқыған дүниеден өзіне керек дүниесін алады. Өзіне жаңағындай қате жасамау дүниелер. Айта беріңіз. Өйткені бізде көп нәрсе идеологияның құралы. Біздің мемлекетте көп нәрсе, көп ғылыми объекті идеологияның құралы. Негізі жаңағы тақуалық деген болсын, руханият деген болсын, адам болу деген ол ең әуелі шындыққа қызмет ету деп түсінемін мен. Бағана айтқандай да сол шәкерімнің шыннан өзге құдай жоқ, анық құдай шын құдай, ұқпай қалма алаң болып, шын болмаса кім құдай, бұрын шын бар, бүгін шын, ертең шын бар, үш бөлек, керегі жоқ бұларның бұзылмайтын шын керек. Мысалы маған осы елдің азаматы ретінде ең әуелі субъективті әрине қалау, ешкімге таңбаймын, тарихтың объективті болып, сол шындықты көре алуына, сол шындықты берсе екен деген менде тілек талапта. Иә, өйткені тарихшының да мақсаты сол. Сонда ол біздерді мысалға оқытқан уақытта, өзіміз студент болғанда, тарих факультетін оқып жүргенде, Қазақ ұлттық әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде оқып жүргенде, үлкен профессорлар сабақ берді. Біраз кісілер қазір о дүниелік болды, біздің өзімнің жетекшілерім. Сол кезде мысалға біздерді үйрететін тарихшының мақсаты максималды түрде шындыққа жету. Бірақ естеріңде болсын, сендер 100% шындыққа ешқашан жете алмайсыңдар. 100% шындыққа жету мүмкін емес, бірақ сендердің мақсаттарың сол шындыққа жақындау барынша. Сол кезде біз шындыққа барынша жақындаған уақытта объективтілік ашылады. Бір жағынан бағана айтып отыр қой, таза 100% объективті болып кіретін болсақ, әсіресе тұлғаларға оның пендешіліктері шығып қалады деп. Олай істеуге болмайтынның бір себебі де әдетте адамдар бір жеңіл дүниеге, өзін ақтап алуға, өзінің ержектігін, жалқаулығын, жаман іс-әрекетін ақтап алуға дайын тұрады әдетте. Мысалы біз сондай үлкен тұлғаларды айтатын болсақ, ол тұлғалардың да бір ішкенін, шеккенін, қыздарға қырындағандарын да біз объективті түрде беріп отыратын болсақ, қазіргі буын өзін ақтап алуы мүмкін да. Ничего страшного. Қарасаң, пәленшеде сөйткен ғой, бізге тем более кешірімді деп айтуы мүмкін да. Екінші бір қыры бар, ол адамның культ жасамау. Өйткені біздің қоғамда жаңағы сіз айтқан пікірден гөрі адамның культ жасау, адамның тұлғасына табыну деген нәрсе көп. Бір жақсы пікір айтса, кешірім, бәрі табынып, оны керемет қылып, оған тіпті кей жақтырмай, ақиқаттан, шындықтан біраз қадам алыстайды сияқты. Бұл жерде мәселе культта емес, бұл жерде мәселе идеалда сияқты. Себебі біз идеалдың жоқтығынан зардап шегіп жатырмыз негізінен алып келген кезде. Сол себепті идеал ретінде біз ол тұлғаларды солай беруіміз керек деп ойлаймын. Бағана Саят аға, сіз айтқан өзі тарих дейтін ғылымды мемлекет қатаң бақылауда ұстап отырады дедіңіз ғой. Ана философияда бүйтіп айтады жалпы. Адам жалпы өткен шақ, осы шақ, болашақ деп қарастырады ғой. Сол кезде философияда жалпы адам болашаққа қадам жасайтын кезде әуелі ол өткен шақтан алады деп айтады. Маған
бізге дейінгі адамдар не үшін жан алып жан берісті, не үшін соғысты, не үшін жаңағы не нәрсеге өмірін арнады, жалпы негізгі мұраты не еді, сол нәрсені біз өткеннен тарихтан аламыз да соны болашаққа қарай айтамыз біз. Яғни болашаққа жоспар құрған кезде сол бойынша құрып, бүгін соған қарай қадам басамыз деп айтады әдетте. Енді бүгінгі күннің жас буынның бір әлсіз, әлжуаз, мешеу, қорқақ болып қалатынның себебі де осы шығар деп ойлаймын. Бағана себебі айттыңыз ғой. Тарих ғылым ретінде Совет өкіметінің кезінде жазылды, әрі сол орыстардың пропагандасымен ол қазақтар дейтін ол дым болмаған, жабайы, жаңағы сұмпайы, мәдениетсіз деп алып келді дағыны. Сол нәрсені бізге сіңірген кезде соны естіп өскен ұрпақ әрине болашағы оларға бұлыңғыр болып тұрады, себебі өткенде еш нәрсе жоқ қой бұл жерде. Бұл жерде сөзіңіз аузыңызда, бұл жерде біз өте бір дұрыс жаңағыдай мешеу ұрпақ тәрбиелеу, бірақ бұл жерде бізде үлкен бір бақытты халық екеніміздің бір несі бар, себебі оның шығу жолы бар. Біз артқа қайтадан шегіне аламыз. Шегініп біз шегінген уақытта Қожа Ахмет Яссауиға барып тірелеміз мысалға. Сол тірелген уақытта қайтадан алға жүре аламыз болашаққа. Егер де біз қатегіз, кейбір мысалға ұлттар бар, құрама ұлттар, Америка мысалға. Олар шегінетін жер жоқ. Қайда барып тіреледі олар? Ацтектерге. Ацтек десе оның ұрпақтары емес ол. Әрбір өзінің мемлекеттеріне тарап кетуі мүмкін. Біреу ағылшын, біреу испан, біреу португал, біреу жаңа Африкадан келген тағы бірдеңе болуы мүмкін. Ал бізде ұлт ретінде бірігіп шегінген уақытта барып тірелетін, және де сол жерден қайтадан есімізді жиып, біз мынандай едік қой деген нәрсе біздің ұлттық код деп айтатын жеріміз бар. Бұл сол Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи. Содан бері қарай қайтадан тартсақ, ол мәселелер түзеледі. Керемет ой. Яғни шешімі бар жоқ емес. Форчка қалған. Өтіп кетуге болады. Сондықтан мысалға былай айтқанда бізде үмітсіз бұл жерде ұлт бола алмаймыз. Себебі бізде артта тіреуіміз бар, жаңа сіз айтып. Әрі сол нәрсеге қазір қайтып та жатырмыз. Себебі өзі Түркістанның жаңа мәртебе алуы, түркі әлемінің астанасы болуы, Қожа Ахмет Яссауидің жаңа түркінің пірі болуы, әрі мына КМДБ-ның да соңғы сопылық сарыны деп Қожа Ахмет Яссауиға қатысты, Қожа Ахмет Яссауидің іліміне қатысты еңбектің шығуы бәрі де сол ана бір тұғырға қарай бұрылғанымыздың бір көрінісі деп ойлаймын. Және бұл жалғаса беретін болса, біз қайтадан өзіміздің тұғырымызға оралғанымыз бар. Санжардың несі негізі ау бастағы сұрағы жаңағындай төңкеріліп төңкерілген сегіз. Тектілердің кетіп биліктің басына жаңағындай басқа шыққан тұлғалар туралы ғой. Қойдыртпай қойдыңыздар. Сол еді ғой, содан былай тарихқа кеттік, былай 11-ші ғасырдан бірақ шықтық. Мен сол ойларға қосқым келіп тұрған бір мәселе бар. Жаңа оның басында айтты, қазірге де келеді деген сияқты. Ол енді биліктің басына келген адамдар ғой, енді былай айтқанда сол кездегі қазір қалай деген мәселе болады. Мысалы Мағауиннің сол шығармасын жаңа айтқандай қазіргі заманмен салыстырып оқу, қазіргі туралы жазып кеткен сияқты кейде мысалға өміршең көрініп тұрады да. Мысалға биліктің екі түрі болады дейді. Біздің қазір биліктегі адамдарға солардың ұрпағы, солардың қалды ғой деп айтып жатады. Жалпы биліктің екі түрі бар дейміз. Саяси билік, екіншісі рухани билік. Сол саяси билікте, рухани билікте бір адамның бойында болу керек. Сол кезде ол жаңағындай өзінің бұрынғы қалпына түседі. Ана біз төңкеріліп кетті дедік қой, астында қалып қойған тектілер бар ма? Жаңағындай
солар қайтадан орнына қайтып келіп түседі. Егер де біздің биліктегі адамдардың бойында рухани билікте, саяси билікте болатын болса, рухани билік деген қандай билік ол, түсіндіріп кетсеңіздер көрермендер. бұл жаңағы біз айтып отырған ардың ар жанымның садағасы деген мәселе. Жаным арымның садағасы. Жаным арымның садағасы деген принцип бойларында болса, солның өзі көп дүниеге жетеді, жағын тарқатып оқысаған. Көрермендер жалпы таңғалып отқан шығар, енді шығарма қайда қалды, роман желісі қайда қалды деп. Енді бұл астары подкаст, біз кітаптың мазмұнында емес, мәнінен үңілеміз. Астарына үңілеміз десек. Астарынан үңілеміз. Сондықтан біз кітаптың мазмұнын толықтай біз ашпаймыз, сіздер өздеріңіз оқып алыңыздар да пікірлеріңізді осы бейненің астына жазып кетіңіздер. Сосын оқып біз айтқанды таппай жүрміз. Олар айтқан дүние жоқ қой ма? Осымен біздің сұрақтарымыз бәрі таусылды. Менің көп сұрақтарым қойылмады, бірақ сіздер алдын ала бәрі біліп қойып, алдын ала жауап беріп қойдыңыздар. Зорап кеттік па? Келгендеріңізге көп рахмет. Осымен біз сіздермен қоштасамыз. Қош, сау болыңыздар. Көріскенше. Сау болыңыздар. Аманшылықта.